кезде тақ сендерді осы мектептің киесі ұрсын дейді ғой. Есіктен бір талпа адам кіріп шығып жүгіріп жатыр ғой. Айғайлап жатыр, моше кімсіңдер, шығыңдар деп. Шошып оянсам, жанымда марқұм әжем жатыр. Дәл сол моментте бір 10 шақты адам есікті ашып кіреді ғой. Кәдімгі үйде адамдар жүрген сияқты. Сосын кірсем, ешкім жоқ. Ассалаумағалейкум деген ғой. Сол кезде ар жағында тірі адам жатқан екен. Уағалейкум ассалам деген ғой. Сол кезде ана кісі жүрегі кетіп қалған ғой ана жерде. Кәдімгі еркектің даусымен айғайлаған ғой нағыз. Жүгірген, бірақ имамға ештеңе істей алмайды. Жүгіреді, имамға ештеңе істей алмайды. Бұлай бүйтіп жүре бергеннен гөрі одан да өз-өзіне қол жұмсай сал. Сонымен шөптің арасы қимылдайды, мен түсінбеймін не екен. Біреу дейді да, короче, шөптің арасынан. И тұрады да маған қарай шабады анау ат. Бірінші этаждан звук шығады. Сондай бірдеңе мен жаққа қарай бірінші этаждан келе жатыр дейді. Кәдімгі дың деп басып келе жатыр, шаг айтады дейді. Ана кісі былай тұр дейді ғой. Шынымен де жынның келбетін көрдім мына моментте дейді да. Енді шыны керек жын арқылы емдейтін адамдар болады ғой. Солар бірдеңе оқиды ғой анандай. Ең байқағаным дейді, төмен қарап аяқтарына қараған кезде аяқтары жоқ дейді, короче. Егер сендерге келіп тиіскенде не болатын ендер сол жерде деген ғой. Біздің қасымыздан адамдар өткен жоқ па, шындарыңды айтыңдаршы деген. Мен ешкімді көрген жоқпын деп каждый айтып шыққан ғой. Артымнан кәдімгідей жүрген, жалаң аяқ жүрген дауыс шығады дейді да. Біреу артымнан жалаң аяқ жүріп келе жатыр дейді. Чалп деп. If the monkey moves away from She's dead. She's dead. What apart? Her face? Everything. It ripped her apart? I think I'm gonna break. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? Let's see. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін Еркін Сөйле подкаст каналы. Көптен күткен подкасттарыңыз әлі де шығып жатыр. Енді осылай бір регулярно апта сайын немесе 2 апта сайын осылай шығарып тұратын боламыз. Енді бүгін бізде қонақта Еділ. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Есімім Еділ болады. Өз басым блогерствомен және бизнеспен айналысамын. Енді осы подкастты тастамай көретінбіз. Енді осы жерге де жетіп қалдық. Өзіңіз блогерствомен айналысасыз. Қай жерде тұрасыз өзіңіз? Қай районда? Шелек ауылы, еңбекші қазақ ауданы, Шелек деген ауылда тұрам. Сол жерде номер 1 блогерміз. Өздеріңіз білесіздер, біз көп созуды ұнатпаймыз, көп созып отырмаймыз, жаңағыдай сөйлесіп, немесе жаңағыдай ондай бізде жоқ. Біз сразу қорқынышты история дайындадық па, сол қорқынышты историяны сразу сіздерге баяндап беретін боламыз. Енді әлбетте біз өзіміздің подкастымызда Еділ бауырымыздан, яғни қонағымыздан бастаймыз. Кеттік. Күндердің күнінде мектепті бітіріп қалаға оқуға кеттім. Сол оқуға түскен кезде плюс параллельно жұмыс істеп жүрдім. Сол кезде букмекерский контораны білесіздер, Олимпта. Сол жерге бірінші күні барам, небәрі 19 жастамын. Сол күні қону керек ол жаққа. Жарайды деп қонам, кассада қыздардың бәрі кетеді. Сосын вип-комнатаға кіремін мен. Вип-комнатаның жанында касса бар. Кассада дәл осындай свет бар да, менің комнатама түсіп тұрады. Сосын мен бісмілләмді айтамын да, ештеңе болмайды ғой деймін да, жатам. Бір кезде оянып кетсем, ана есіктен бір талпа адам кіріп шығып жүгіріп жатыр ғой. Кіріп шығып жүгіріп жатыр. Мен түсінбеймін, көзімді жұмып алғам. Айғайлап жатыр, моше кімсіңдер, шығыңдар деп. Сіздің комнатаңызға кіріп алған? Иә, кіріп шығып жүгіріп жатыр бүйтіп. Сосын көзімді жұмып алам, тынышталып қалды. Көзімді ашсам, адамдардың саусақтары бүйтіп жатыр ғой жан-жақтан. Айғайладым, қалай ұйықтап қалғаным есімде жоқ. Сосын кейін ол жерде көптеген оқиғалар болды. Мысалға, бір дос балам келеді сол жаққа. Екінші жарға барып отырады. Мен астына түсіп кетемін да, магазинге барып келейін, қазір жейтін бірдеңе алып келемін деп. Сен менің орнымда охранада отыра тұр деймін ғой. Ол екінші жарға шығып кетеді. Сосын бірінші жарға бүйтіп шығам. Шыққан кезде ана баспалдақ көрініп тұрады анаған. Дос балам диванда отыр. Сол бүйтіп менің арқам көрінеді. Сол кезде ана дос балам мен шығып жанына кесем, ана дос балам бүйтіп отыр да маған. Мен сұраймын одан, не болды десем, қазір ғана сенімен бір қыз бірге шықты дейді, аппақ. Сен пока былай бұрылып маған келгенше жоқ болып кетті дейді. Сосын өздеріңіз білесіздер енді, Олимп букмекерский контораның таза жер емес екенін, өйткені ол жерден қаншама аналарды көрдім, жылап келген балаларын іздеп, қаншама әйел адамдарды көрдім, кішкентай нәрестесімен күйеуін іздеп жүр.
Өйткені мысалы бір жігіт келеді сол жаққа, мен айтамын оған, бауырым, өтініш кетіп қалшы, осы жақта жұмыс істесем де айттым, өтініш кетіп қалшы, түріңе қарасам жақсы жігіт екенсің, ставка қоймай ақ қойшы деймін. Сосын ана жігіт айтады маған, мен бір рет қоямын да кетемін дейді. Сонда ана жігіттің бір қойғаны 400 мың теңгені ұтылды да басын салбырады кетті. Ондай жердің өзі де таза емес болып тұр ғой, значит, жаңағы адамдардың кіріп бір тобырлап жүргеніне қарағанда. Адамдардың неше түрлі энергетикасы бар, жылайды, еще кейбіреулер ішіп береді ойға. Сол үшін бұл жерде мысалы қаншама ананың, қаншама әйел адамның көз жастары жатыр ол жерде. Өйткені неше түрлі оқиғаларды естіп жатырмыз қазір не болып жатқанын. Енді екінші оқиға қандай сізде? Екінші оқиға енді өңкей лас нәрселер екен ғой. Гостиница. Тағы да гостиница. Гостиницада. Мен өзімнің шелегіме кетейін деймін. Алматыға жұмыстармен келем. Сағат 12:30 бір болып қалған. Бір таксист жоқ. И сосын мен тұрамын да, енді айтпай қойын қай гостиница екенін. В общем, примерно саяхаттың маңындағы гостиница ғой. Сол жерге барамын да номер аламын. Бір кезде ұйқы қысты. Телефонымды жаныма қоя саламын да ұйықтаймын. Көзімді ашсам, жанымда бір жігіт отыр. Мен түрі әлі есімде, сәл кішкене мынағында мұрты бар, жасыл бас киім киіп алған, жасыл куртка киіп алған. Сосын мен сұрайын деп отырмын да, ей, сен кімсің, қалай кірдің, іші жабық тұр ғой деп сұрайын десем сұрай алмаймын. Ана жігіт бүйтіп төмен қарап отыр былай. Сосын маған айтады, бауырым, не үшін сен портмонеңді, соткаларыңды, курткаңды жай қоя салғансың? Осы жерде істейтін қыздар ұрылар дейді, заттарыңды ұрлап кетуі мүмкін дейді. Сосын мен айтамын, мен сен кімсің деп сөйлей алмаймын да, ұйқы қатты қысып кетті. Оянсам, дәл сол сцена, жанымда сол телефон, портмоне бәрі сол күйінде жатыр. Сосын ояндым да қаштым ана жерден. Сондай оқиға болған, екінші оқиға. Ескертіп кеткен ғой сізге. Не? Сонда сіз ұйықтадыңыз, оянған кезде бастырылып жатқан жоқ, түсіңіз болған жоқ. Көрдіңіз сол нәрсені, живой көрдіңіз. Живой көрдім. Прям түрі көрінді ме ол нәрсе? Бәрі көрінді. Қара торы жігіт, қасы қалың, көзі қара, бәрі әлі есімде ол жігіттің. Бірақ жас бала. Жас бала. Іші, мысалы, кілт менің өзімде іштен ілініп тұрған. Өйткені өздеріңіз де білесіздер, гостиницаға да неше түрлі адамдар келеді, неше түрлі оймен келеді. Неше түрлі ситуациялар болады ол жерде Неше еще. түрлі ситуациялар болады. Сол үшін әр жерде бисмилланы айтып, бір Аллаға тәуекел етіп жүрсеңіз, дәретпен жүрсеңіз, бәрі дұрыс болады деп ойлаймын мен өз басым. Гостиницаға енді на самом деле былай айтқанда необходимый ситуация болады ғой негізі. Уже маған керек деп айтасың ғой. Мен мысалы үйге бара алмаймын, маған бұл гостиница керек деген необходимый ситуациялардың өзінде де даже сүре оқып, сөйтіп бисмилланы айтып, ішіне сәл дұға оқып, өзіңе защита қойып кіру керек қой негізі ондай жерге. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқанда, өз-өздеріңе дем сала аласыңдар дейді. Сол үшін амалдың жоғынан енді қонамыз ғой енді. Алматыда үйіміз жоқ енді. Көреміз ғой болашақта. Мынау енді құрметті көрермендер, тура жаңағындай, яғни біз Олжас екеуміз түсірген подкасттағыдай, бізде подкаст болып жатыр қазір. Яғни біз басында жеңіл оқиғалармен бастаймыз, потом барып уже біз по хронологии жақсы такой ауыр жесткий историяларға ауысатын боламыз. Солай біз подкастты қыздырамыз. Солай подкаст қызғаннан кейін, уже бір-бірімізді түсіне бастағаннан кейін барып біз ауыр историяға көшкен кезде қиналып қалмаймыз да. Біз сол үшін ғана басында жеңіл историямен бастаймыз. Сондықтан бастай салып ойлап қалмаңыздар, неге қысқа болып жатыр, неге мынандай, неге қысқа болып жатыр деп кейбіреулер мысалы жазып қалады бізге ше. Неге қатты қысқа болып кетті, 1 минутта бітіріп тастады ғой деп. Бұл тек қана подкастты қыздыру үшін ғана. Ал одан кейін бізде уже историяның бәрі посерьезнее кетеді. Сондықтан до конца бізбен болыңыздар. Ал бастайық. Ал енді үшінші история, енді мен қысқаша өмірбаянымызды айтып кетейік. Бұл енді менің уже өскен кезім, 2019 жыл. Енді анам ғана қалды, қалған жақындарым қайтыс болып. Сосын анам ракпен ауырады, 8 жыл грудной рак. 2019 жылы 15 апрельда анам кетеді өмірден. Енді әрине мен өз басым сездім, білдім, бірақ өз басым ойладым, мен қатты депрессияға түспеймін деп ойладым. Өйткені мен дайын болдым. Сосын қонақтардың бәрі кетеді, анамның 40-сы өтеді. Сол кезде үйде мен жатамын ғой жалғыз өзім. Бір адамдардың жүргенін естіледі. Бір төсекте жатамын. Сосын артыма біреу жақындап келе жатқандай болады. Мен ойлаймын, мен мысалы құлағым дұрыс естімейді.
содан кейін мен ойлайтынмын көшедегі машиналардың дауысы шығар деп. Бірақ кәдімгі мысалы өздеріңіз де сезесіздер ғой, артыңызға біреу келе жатса, сол артыма біреу келе жатады да, әйел адам дауыс шығады, еділ деген. Сол кезде мен сәл кішкене қорыққандай боламын, ақырын артыма қарасам ешкім жоқ. И күндердің күнінде сондай дауыстар естіле берді. Таңертең мені жұмысқа оятады бір әйел адамның дауысы, еділ тұр жұмысыңа, бар жұмысыңа деп. Күндердің күнінде уже депрессиясына түсе бастадым. И уже ешкіммен араласпай кеттім, жұмысымды дұрыс жасамай кеттім. Бір кездері вообще жұмыс жасамай қойдым. Үйге келем, кірем, жатам, тұрам, ютубқа кірем, уже бәрінен жалығып кеткем. Пассивный өмір болып кетті уже. Пассивный өмір болып кетті. Уже ары қарай болашағым жоқ дедім, қолымнан еш нәрсе келмейді менің дедім. Сосын күндердің бір күнінде мен айтам өзіме, так еділ, бұлай бүйтіп жүре бергеннен гөрі одан да өз-өзіңе қол жұмсай сал. Ешкімнің ештеңесі кетпейді, ешкім саған қуанбайды, ешкім саған жыламайды. Просто тыныш кете сал деймін. Сосын мен түнімен киноларды көре бастаймын. Адамдардың мысалы өз-өзіне қол жұмсауын жайлы, Фатима Зухра деген кино бар, тағы да басқа кинолар бар. Солардың бәрін мен көре бастаймын, өзіме мотивация аламын сол кинолардан. Сөйтем деп. Ана арқанды ойлай беремін ғой менше. Баратын жерімді қора жақта, соның бәрін дайындап қойғанмын ғой. Таңертең таңғы салқын алтымен тұрамын деймін да. Сосын ұйықтаймын. Сол кезде түс көремін. Түсімде мен залда жатырмын. Сол залда мысалы кейбір үлкен кісілер болады ғой, мысалы қабірлері күмбезден жасалған. Іші мынандай тегіс болып тұрады. Иә. Сол менің ана үйімдегі залдағы комната сондай тегіс болып тұр. И жерде свеча жағып тұр. Сосын мен шошып оянсам, жанымда марқұм әжем жатыр. Ойлаңызшы, мен мысалы өзім былай жатырмын, мен артыма қарасам, әжем былай жатыр маған қарап. Сосын маған қарап. Прям сізге қарап жатыр ма ғой? Иә. Маған қарады да, бүйтіп жымиды да. Сосын мен көзімді бүйтіп жұмдым, қайттан ашып едім, ана әжем жоқ. Сосын өз-өзіме қол жұмсау деген ойда, сезімде сол әжеммен бірге жоқ болып кетті. Сол мезетте жоқ болып кетті. Уже желание кетіп қалды ол нәрседен. Қазір уже ондай, енді Аллаға шүкір, қазір бәрі түзелді, өмірім де түзелді. Болашаққа деген пландарым, әр күнім мысалы планмен жүреді, әр уақытым планмен жүреді. Сол үшін өз өмірлеріңіз, өз қолдарыңызда бауырлар. Сол үшін ондай қадамға барудың қажеті жоқ. Әр нәрседе вақыт бар. Сөйлесіңіздер, ақыл сұраңыздар, көмек сұраңыздар. Көмек сұрағаннан оның ұят еш нәрсе жоқ. Просто қазір интернет дамыған заман. Қазір халыққа жан айқайыңды айтсаң, халық қолдап жүреді. Біздің Қазақстандағы халық өте мейірімді халық. Қаншама ұлттарды, қаншама адамдарды құтқарды, мысалы кезінде өзің де білесің бауырым. Сол үшін біздің қазақ халық мейірімді халық, көтеріп жүреміз, поддержка береміз. Сол үшін дәл қазір саған айтарым бауырым, ондай ойға мүлдем жолама. Ешкімнің еш нәрсесі кетпейді. Мен саған шынымды айтайын. Әркім өзінің жұмысын істей береді. Әркім өзінің тіршілігін істей береді. Ары кетсе 2 күн ғой. 2 күннен кейін ары қарай күліп ойнап жүре береді. Сол үшін ондай қадамға қыздар, жігіттер баруларыңыз қажет жоқ. Ешкім ештеңесі кетпейді. Менің естігенім бойынша көбінесе суицидқа адамның ішіне жын кірсе, немесе қасындағы жын мықты болса, жаңа азғыратын. Сол ой салып, және ішіндегі жын соған қарай итермелейді екен. Мысалы, көп мысалы фильмдар түсіріледі қырғызша. Мысалы жаңағыдай дін туралы, сиқыр туралы, дуа туралы, мысалы дуа деген кино бар, ифрит деген кино бар ғой, мысалы. Тоже сондай да. Түс көріп отқан сияқты боласың. Түсіңде жаңағыдай далада бір жерде терезеден секірсең ұшып кетесің деген сияқты бірдеңе болады. Көзіңді ашып ұйқыңнан оянсаң, терезені ашып дайындалып тұрасың уже. Сол жерде сені ұйқыңнан оятып жібереді. Енді Аллах тағала оятып тұр ғой, әлі сенің уақытың емес, мен сені одан қорғаймын деген сияқты ше. И көбісі айтады екен да, типа мені азғырады, мен сол түсімде оянсам уже этаждың үстінде тұрамын дейді, біреу оянсам терезеден ашып дайындалып тұрамын, уже аяғымды салып қойғам дейді мысалы. Біреу айтады уже терезеден шығып кетіп баратқан кезде ояндым дейді мысалы ше. И кейбіреулер сөйтіп атады, ал кейбіреулерінде андай екен, тупо суицид жасау, ол типа өлу, жаңағыдай қабір азабына сенбейтіндер бар ғой, мысалы қабір азабына, ол өлгеннен кейін суицид жасаған адам ол қиналады екен на самом деле. Мысалы менің естуім бойынша жаңа Олжас екеуміз подкаст түсірдік қой, сол кезде Олжас айтты да, мен одан сұрадым, типа өлген адам, өзіне қол жұмсаған адам, ол қалай қиналады, егер оның жаназасы шығарылмайды екен оның, оказывается. Ол просто өледі болды, оны апарып көміп тастайды. Жаназасы шығарылмайды, Құран оқытылмайды оған.
и айтуы бойынша Олжастың бүйтеді екен да, мысалы этаждан секірген адам ақыретке дейін солай қиналады екен. Секірет, қайттан орнына келеді, секірет, мыжылады, қайттан орнына келеді. Мысалы пойыздың астына басылды ма, пойыз мыжа береді оны қайта ақыретке дейін, қиямет күніне дейін солай болады екен ода. Қиямет күнде бәрі тіріледі ғой, сол кезде ол өз қалпына келеді екен да, и сол бойынша сұралады екен, типа сен осыны істедің, не үшін деген сияқты. Ал бір жағынан естуім бойынша, білім бойынша жаңағыдай Аллах тағала өзіне қол жұмсаған адамды жек көреді екен да, ұнатпайды екен, жақсы көрмейді. Неге? Өйткені Аллах тағаланың ол саған берген аманаты ғой, яғни өмір ол саған берілген өте үлкен аманат. Оны сен қиянат жасасаң оған, оны кез келген адам да ұнатпайды. Мысалы сен бір адамға өзіңнің қызыңа қиянат істесең, қызың сенен кетіп қалады, мысалы сені ұнатпайды, сол нәрсе де ол да мысалы теріс қарап кетуі мүмкін да, өте опасен зат. Сондықтан құрметті көрермендер, Еділ ағамыз дұрыс айтады, жаңағыдай суицид, өзіңе қол жұмсау деген заттардан вообще аулақ болыңыздар. Иә, ол это не факт, оның болатын дүниесі не факт, ол только ойды сіздер басқа нәрсемен айналысып, немесе қатты болмай жатса, лучше психологқа барыңыздар, немесе уағыздар тыңдаңыздар, өздеріңізге келіңіздер. Жалпы олай жаңағыдай қалай айтсам болады, грустный музыкалар тыңдапшы, депрессияға до конца кіріп, стрессқа кіріп, менде мынандай болды, мен бақытсызбын деудің қажеті жоқ. Самый главный 12 мүшелеріңіз сау, жұмыс істей аласыздар, жұмысқа тұра аласыздар, Құдай сақтасын түрмеге қамалмағансыздар да, мысалы да, жұмыс істей аласыздар, болды сол ғана. Сіздер жастар бар мысалы көбісінде, мысалы көп жастар кетіп қалып отыр, 14 жас, 15 жас. Просто тупо отырады да, пресс-шипке асыла салады. Үйінде былай потолокқа емес, есікке асыла салады, мысалы галстукке асыла салады. Зачем ол? Мысалы ата-аналарға тоже айтарым, өздеріңіздің балдарыңызбен көп сөйлесіңіздер, мысалы көп сөйлеспейді. Допустим, балаға жүре берсінші болды. Өзін білген істесінші деп. Бала ғой, ойынның баласы жаңағыдай жүре берсін. Ол бала не чувствует етіп жүр, не қалап жүр, ол қалауы қандай. Ол жағында тоже ата-аналар сөйлесіңіздер өздеріңіздің балдарыңызбен. Сіздер, как айтқанда, балдарыңыз кішкентай ғой, ол баланың сіздер психологысыздар ғой, былай айтқанда, психологсыздар сіздер оған. Ол бала уже 20 жастан, уже 18 жастан асады, кәмелеттік жасқа келген кезде, ол кезде уже болады, ол самостоятельно өмір сүрем десе де примерно жарасады. Мен бір нәрсені айта кетейін, жастар жайлы. Мысалға, бір ауылда, енді қай ауыл екенін айтпай қойын, НТ жақындап келеді, өздерің білесіңдер, оқуға түсудің бір несі ғой, бұл жолы ғой. Сол кезде ана баланы мұғалімдер қыса бастаған. Сен оқымайсың, сен адам болмайсың, сен мектебімізді ұятқа қалдырасың деген сияқты әңгімелер айта бастаған. Сосын ол әңгіме үйіне жеткен. Үйіндегілер миын жей бастаған. Сен бізді позорить етіп жатсың, сен бізді ұятқа қалдырып жатсың, сен адам болмайсың деп. Сол кезде бұл бала үйдегілермен қырылады, ұрсады. Сол кезде айтады, мен өлем дейді. Сосын үйіндегі біреусі айтады, өл ал дейді. Сонда ана бала барып қораға барып асылып қалған ғой. Болмайтын НТ үшін. НТ мысалы өмірлерін шешпейді адамдардың. Мысалы НТ деген ол бір әшейін бір баспалдақ қой, ары қарай қаншама өмір бар. Мысалы НТ-сыз ақ мысалы адам болып кеткендер бар ғой, мысалы өздерінің болашағын жасап кеткендер бар. Ол мысалы адамның мысалы бір жетістікке жетуі ол НТ-ға байланысты емес, адамның өзіне байланысты, адамның мінезіне байланысты. Сол айтарым сол, ондай қол жұмсаудың қажеті жоқ, болмайтын нәрсе үшін, қыз үшін, НТ үшін қажет емес. Қазір НТ өзінің заманы болды ғой, НТ-ның заманы. Қазір НТ-дан білмеймін, жастар қорқама, көбісі қорқпайды қазір. Бірақ өзінің заманында капец қатты қорқынышты болады. Мысалы біздер қазір бүйтіп қараймыз да, НТ-дан өттік қой біз, мысалы университет бітіріп кеттім мен, если честно. Мен мысалы грант оқыдым, 24 балмен грантқа түскен адаммын негізі, мысалы. И қарасаңыз, қаншама адам шпаргалка алып кірем дейді да, НТ-ға ұстап алады ғой, жылап, еңіреп, мен енді өте алмай қалам ғой деп. Қарасаң, мен ол кезде шыны керек енді мақтанғаным емес, НТ-ға кірер кезде вообще переживать етпедім ше, шыны керек. Шпаргалкадағы маған керек емес. Мен кірем қазір 5 пәннен 24 бал алу позор ғой негізі қарап тұрсаң. Мен кірдім, просто отырдым, просто наугад белгіледім барлығын. Мен ана НТ шешет, мен осы университетке түспей қалсам қара бет болам деген әңгіме болған жоқ. Полный. И то мен Алматы қаласынан орын болмағаннан кейін Талдықорғанға барып тапсырдым. Жеңгеммен бірге барып ше, ерінбей таңертең барып тапсырдым. Бәрін наугад белгілеп шықтым. Бұл тупо алдымда завершить деп басым, 20 минутта НТ-ны бітіріп тастадым. 24 балл деп шықты, просто алдымда қағаз қолыма шығып кеттім болды. Үйге бардым, ата-анам ренжіді, шыны керек, ренжиді бәрібір. 24 балл не деген позор, елдің балдары хотя бы 60 балл алып отыр, сен неге 24 алып қалдың деген сияқты ше. Бірақ университетке бардым, платный основаға түстім басында. 1 жыл оқыдым. 1 жылдан кейін жақсы оқығаным үшін грантқа түсірді. 3 жыл грант оқыдым мысалы, Құдайға шүкір. Сол үшін шыны керек НТ деген нәрсе
ол өмірлеріңіз шешпейді, бірақ менің өмірімді энто шешпейді екен деп бара сап наугад белгілей салу ол Иә. мақсат емес. Дайындалыңыздар, бірақ көп стресстің қажеті жоқ. Мен дайындалып, үлгере алмай қалдым ау, шпаргалка алып кіре алмай қалдым ау, таныс керек ау, жоқ. Кірдіңіздер, белгіледіңіздер, білгенше, шамаларың жеткенше. Өйткені сіздер баласыздар әлі шынымен де. Мысалы, ол кезде мысалы біз бала болдық. Зачем бізге ол күштеп сендер, сен мысалы біздің заманымызда мынандай болды еще. Сен бір баланы ұстап алсаң, бізге айт, біз саған бал қосып береміз дейді. Жаңағыдай 5-15 бал қосып береміз дейді. Бір баланы шпаргалкамен ұстап алдың да бізге айт бар. Стукач бол дейтін бізге. Біз саған ақша төлейміз деп сөйтетін мысалы. Олар төлемейді никогда ақшаны. Серьезно айтамын. Ол сендерге бал қоспайды. Ол просто сен ұстап бересің, болды тупо. Стукач болсын, былай шығарады, сен бір-екі рет ұрады, таяқшысын ол болады, болды. Сол нәрсе да. Так что ондай нәрсе керек емес. Вообще энто туралы ойлап та қажет емес негізі. Тапсырыңдар болды. Енді бір жесткий историямыз болды. Мен магазиннен үйге келе жатам. 2020 жыл. Как раз коронавирустың кезі ғой. Үйге келем, бірақ жол жөнекей басым айнала бастайды мен. Білмеймін не үшін екенін. Басым айнала бастайды. Былай айналады. Сосын бірдеңе істеп үйге кірдім. Қисалаңдап жатып, бүйтіп әйтеуір үйге кірдім. Кіріп есікті жаптым. Сосын үйдің ішіне кірдім. Ішкі есікті жаптым. Сосын төсекке қарай құладым. Қоятын шығар деп ойлағам ғой. Қоймайды, былай аунайым, қоймайды, жүрегім ауырып жатыр. Денем қызып жатыр, терілеп жатырмын, әлсіздік. Сол кезде менің ойыма мынандай нәрсе келді. Қазір біреуге звондаймын, немесе тып-тыныштап кетіп қаламын деген сияқты. Мен екінші вариант таңдаймын. Тып-тыныштап кетіп қалғаным дұрыс ау деп ше. Өйткені өздеріңіз білесіздер ғой, маған айттым ғой, не болған. Сол нәрсе ойыма келеді. Сосын бірақ әбден қиналамын. Сосын полға жатам. Пол деген жазда суық болады ғой. Суық іздеп жатырмын ғой. Полға жатам, бүйтем, сөйтем. Сосын біз детский комнатам бар менің. Детский комнатаға уже таңғы сағат 3:30 болып қалған. Сосын детский комнатаға келем де құлаймын. Етпетіммен жатырмын. Сосын өзімнің калимамды айтып жатырмын. Енді ла иляха иллаллахны айтып жатырмын. Бір кезде уже әлсіреп бара жатырмын. Уже оны да айта алмай қалдым. Естеріңізге сала кетейін. Есігім жабық, мен жалғыз өзім тұрамын. Іштен кілттеулі. Дәл сол моментте бір 10 шақты адам есікті ашып кіреді ғой. Мен бір жағынан таңғалып жатырмын, бір жағынан сөйлей алмаймын анағанша. Сендер кімсіңдер деп. Олар келеді да, бәрі бір-бірден еңкейеді да, менің жүрегіме бір нәрсе істеп жатыр. Бүйтіп қолдарын салып бірдеңе істеп жатыр, бірін-бірімен күбірлеп сөйлесіп жатыр. Сонда қолдары жүрек прям через тело өтіп жатыр ма былай? Жоқ. Бірдеңе істеп жатыр примерно, иә. Просто жүрек тұсы мына жақта тұр былай. Иә. Бірақ ішіне кіріп жатқан жоқ. Сосын олардың бірақ түрлері бәрі бірдей. Бастары сопақ, үстеріне андай бір как будто бір врачебный халат киіп алған сияқты. Сосын бірдеңе істеп жатыр, сосын бәрі орнынан тұрады да, бірін-бірімен сөйлесіп жатыр. Сосын ақырын шығып кетті бәрі. Сосын мен түсінбедім не екенін. Сосын ұйықтадым. Сосын келесі күні ояндым, құстым. Сосын әлі күнге дейін мен түсінбедім ол нәрсенің не болған екенін. Мүмкін періштелер ма, мүмкін дүниеден өтіп кеткен менің жақындарым ба, мүмкін Алла тағала жіберген періштелер шығар деген сияқты ой келеді. Әлі мен үшін жұмбақ. Сонда кірді, емдеді, ертесіне тұрдыңыз, ауырған жоқсыз, құсып тастағаннан кейін. Құсып тастадым болды. Емдеп тастады. Енді мүмкін сенбейтін шығарсыздар, енді бәріне бір Алла куә. Бұндай оқиғалар менде өте көп. Сол үшін бір Алла ғана куә ғой. Бұл кезде мынандай, мен жұмыстан келем, сағат жаздың уақыты, бұл айтайын ба қай жыл? 2022 жыл. 2022 жылдың жаз айы. Сосын мен үйге келем, жатам үйде. Соткы шұқылап отқан жоқпын. Соткымды жаныма алып қойғам. Сосын жатам, бір кезде туысымнан сообщение келеді WhatsApp-қа. Қарасам, етіл үйге кел, мен тамақ жасап қойдым деп. Сосын бүйтіп өшіре салам да, блокқа қоя салам да, қазір 5 минуттан кейін жауап берем ғой деймін да, қоя салам. Сосын какой-то бір секунд, ары кетсе бір 10 секунд шығар. 10 секундтан кейін жанымнан бір қыз өтіп бара жатыр. Бір қыз өтіп бара жатыр да маған айтады: "Еділ, сен тәтең шақырды ғой, жүгіріп барып қайтсай" дейді. Сосын басқа комнатаға кіріп кетеді. Үйде жүр ма? Қайталап айтамын, есік жабық. Жалғыз өзім тұрамын. Ол кезде бастырылмадым, ештеңе болмадым. Сосын орнымнан тұрдым да, ана қыздың артынан барайыншы десем, ана қыз жоқ. Сосын где-то
бір аптадан кейін бұл оқиға тағы қайталанды. Ол кезде қаладан келем, Алматыдан шаршап келем да үйге келіп жата қалам. Ұйықтаймын, біреу түртеді аяғымды. Соң көзімді ашсам, дәл сол қыз өтеді маған. Оянсай дейді. Дәл сол көзімді жұмдым. Жаныңызда отыр. Не? Көзімді жұмдым. Соң дәл сол жоқ болып кетті. Ана қыз ше. Сонда бұндай оқиғалар өте көп бірнеше рет қайталанды. Сосын бір батырдың киімін киіп алған адам жүреді. Кәдімгі. Үйдің ішінде ма? Иә. Батырдың киімін киіп алған адам жүріп, иығымнан ұстап кететін мені ше. Жаныма келетін де иығымнан ұстап, жымиып кетіп қалатын жанымнан. Мысалы, үйге келем, үйге келсем, терезеден біреулер қарап, мені күтіп отырғандай болады. Кәдімгі мен жер үйде тұрам, қақпаны ашам, терезелер далаға қарай қарап тұр. Кәдімгі үйде адамдар жүрген сияқты. Сосын бір қорқыныш болады, сосын кірсем, ешкім жоқ. Сонда кәдімгі терезеден көрінеді. Не? Біреулердің жүргендері, бірақ кірсеңіз ешкім жоқ. Мысалға мынандай оқиға болды. Үйде жатам, бірақ арғы комнатадан бір адамдар сөйлесіп жатыр. Бірін-бірімен бір нәрсені талқылап жатыр. Сосын ойлайсың, андай тылсым дүние деген ойда жоқ. Ойлайсың да, мүмкін біреу кіріп кеткен шығар деп. Қарасаң ешкім жоқ. Қайтадан орныңа барасың, ана дауыс қайтадан басталады. Жақындайсың, ақырын жақындаған сайын ақырын тыныштала береді. Сондай тылсым дүниелер болды менде өз басымда. Енді жаңа сіз айттыңыз ғой, мысалы, не деп 10 адам кіріп, жаңағыдай жүрегіме бірдеңе істеп кетіп, потом ертесіне құсып жазылып кеттім дедіңіз ғой. Маған сондай бір қатты ұқсас емес, бірақ ұқсайтындай бір оқиға болды менде ше. Енді айтып беретін болсам, жаңағы өзіміз енді бұрынғы үйден көшкен болатынбыз сол уақытта. Бұрынғы үйден көшеміз, потому что үй уже отырып кетті ол кезде ше. Ол қамыстан салынған үй болатын, фундаменті обманка болатын. Сыртына просто бетон қоясаң, на самом деле фундамент жоқ. Біз жердің үстіне сразу ламинат төсеп, кілем төсеп тастаған кезіміз ғой. Сонымен ламинат деп линоним. Сонымен сол үйден көшеміз. Ол үйде де бірнеше история болады. Онымен подкаст айтып тастағам уже. Қандай история болған? Өте жаман историялар болды. Көрінетін даже көзге де. Әсіресе менің сестренкам бар ғой. Сестренкамның көзіне көп көрінетін. Жаңағыдай біреу қарап тұрады, ұйқысынан оянса біреу тұратын былай. Жаңағыдай куртка киіп алып есіктен бері қарай шықсайшы деп жаңағыдай сөйтетін да. Соны ол үйден көшеміз біз. Көшкеннен кейін бір осы атын айтпай ақ қояйын, қай жерден бір селодан үй аламыз. Ол селода, яғни үй алған жер жазық дала болды. Біз келгенде бір-ақ үй тұрды. Енді салынып жатқан үй, коттедж болды. Ол үйден басқа, біздің енді салынайын деп жатқан үйден басқа ешқандай үй болған жоқ жерде. И шөптер жаңағыдай қалың болды да, прям қамыс сияқты, мынандай бойыңнан асатын шөптер болды, беліңнен келетін асатын шөптер болды біздің үйіміздің айналасында. И біз өзіміздің ғана участогымызды тазаладық та үй салдық сол жерге. Үй саламыз, кірпішін қалаймыз, шатырын жабамыз. Үйге бір комнатаға кіреміз. Потому что барлық комната енді жасаған жоқпыз ғой, бір комнатаға кіреміз, пеш жағамыз жаңағыдай. Кәдімгі қолдан көмір әкеліп, көмір заказ беріп, отын жағып сөйтеміз ғой. Сөйтіп бір күні мектептен мен бүйтем. Мен не үшін олай істегенімді білмеймін, бірақ мектептен дене шынықтыру сабағынан просто шығып кетіп қаламын. Бітеді дене шынықтыру сабағы. Не курткамды кимеймін, курткамды қолыма аламын, толстовка, үстімде осындай қызыл толстовка бар, қара трико, жаңағыдай простой кроссовка, астында жұқа, табаны жұқа прям. Сонымен просто аламын да үйге кетіп қаламын. Мектеп қалада. Мен селоға кетіп қалғам солай. Енді қыстың күні болғаннан кейін адамға суық тиеді, терілеп шығасың сен. Үйге кірем да, мен андай ауру ештеңе сезбеймін, ай суық тиеді, ай ауырып қаламау деген ештеңе болмайды. Просто тупо кірем да, пештің жанына жатып ұйықтап қалам. Жылыну үшін ше. Жылынып жатып ұйықтап қалам. Ұйқымнан тұрсам, кешкі уақытта ұйықтап қалам, ұйқымнан тұрсам, уже бәрі төсегін салып ұйықтап қалған. Бәрі, папа да, мама, уже папа жұмыстан келіп алған, мама базардан келіп алған, братандарым ұйықтап жатыр, маған төсек салынып тұр. Соны пештің жанында жатыр екен, оятпай қояйық дедім ма, тұрсам өте қатты ауырып отыр екен. Прям енді білмеймін, менде гайморит болған ол кезде. Қатты енді пештің қасында ыстықта жатуға болмайды ол кезде. Гайморит енді слишком ужасный болып кеткен, екі мұрын бітіп қалған, тамақ деген қысып жатыр уже, ангина көтеріліп кеткен, қызу деген беріп тұр кәдімгідей. Еще андай ғой, қатты ауырған кезде галлюцинация болады адамда, бірдеңелер көрініп көзіне ше. Көзі қарауытып, дұрыс жарықты көрмей сондай болады да. Сол уақытта жатам да, просто пештің жанынан бүйтіп тұрам да, өзімнің жататын орныма барып жатам. Ұйықтайшы бір, ұйықтаймау деген сияқты бір ниет болады да, менде ұйықтаймын деген. Бірақ ұйықтай алмаймын. Просто жатам. Енді ауырып отырмын ғой мен. Ана ыстыққа төзе алмай жатырмын да. Үйдің іші ысып кеткен, бірақ бөлмеге пеш жағып жатыр еще.
үйдің іші баня болып отқаннан кейін қой мен сыртқа шықпай атайын, қыстың кезі сыртқа шықпай атайын, кішкене салқын ауаға температураны басайын деймін. Сөйтем да куртканың бәрін кием, шарфты орайын, басыма кием, қымтам кием да, бірақ аяғыма галош киіп шығып кетем үйден. Үйдің артына барам. Үйдің арты деген шөп, қамыс шөп, бойдан асатын кәдімгідей да. Басқа ешқандай үй жоқ, жазық дала просто ана жер. Сонымен просто үйдің артында барам да, уборныйға кіріп шыққаннан кейін скамейка бар біздің үйдің артында. Сол кезде болған. Сол скамейкаға барам да отырам. Демалам кәдімгідей ше. Маған уже андай болады да, салқын ауа келіп жатыр. И мен кайф алып жатырмын да одан. Прям температурам басылып, солай өзіме кайф алып сөйтіп отырған кезде шөптің арасы қимылдайды, короче. Мен тура осылай міне отырмын скамейкада. Мен жақта тура міне шөптер тұр. Арғы жақтағы шөптер қимылдайды. Бірдеңе мен ойлаймын басында қатты былай мән бермей ақ қояйын. Бірақ страх бар менде. Ол кезде біздің неге районға әлі свет жүргізбеген. Қап қараңғы, короче. Айдың жарығы ғана түседі, трасса көрінеді, ана жақтан болды, сонымен бітті. Сонымен шөптің арасы қимылдайды, мен түсінбеймін не екен. Ит, мысық примерно тышқан, анау мынау болды. Сонымен отырмын примерно. Арты қой жоқ. Отырмын бір кезде сенсеңіздер, бірақ мынау кәдімгідей да, ужас та мынау деген. Біреу дейді да, короче. Шөптің арасынан. Бірақ жүр анау. Именно жүрген жерден звук шығып жатыр сондай. Адамның дауысы шығып жатыр кәдімгідей. И анау қақала береді. деп ше, кәдімгідей мен прям дауысын келтіріп беріп жатырмын да. Шөптің арасында жүреді да, бір кезде шыны керек, мың төбемде Құдай тұр, аттың кісінеген дауысы шығады. Бірақ мен атты көріп тұрған жоқпын ол жерден. Ештеңе жоқ, шөптер қимылдап тұр просто. Аттың кісінеген дегенде и деп кісінемейді, просто дейді ғой. Ауа шығарып деп ше. Солай біреу жүр, и еще тұяқтың дауысы шыға бастайды бір кезде. Тоқ ары бері жүр. Топырақ қатып қалған ғой қыстың күні, соның үстінен басып жүрді. Тоқ. Егер де ол ат болса, оның үстінде адам отырса, хотя бы аттан түсіп, адам бүйтіп атын сүйреп баратса, неужели ол мынандай шөптің арасынан көрінбейді деймін да, ат соншалықты пони ма кішкентай деймін да. И уже менде өте қатты страх болады да, мен дайындала бастаймын. Қазір примерно мен үйге қарай қашам деп ше. Если мынау бірдеңе болса, бір шайтан болса, жын болса, бисмилля да, шәріпті болса, мен уже зыту керекпін деп дайындалып, бірақ галошымды таппай отырмын. Галошым шешіп тастағанмын, аяғымды бүйтіп көтеріп алғанмын, галошым бүйтіп таппай отырмын да. Сонымен жаңағы нәрсе бір кезде қатып қалады бір орында. Шөп қозғалмайды, қатып қалады просто. Уф деймін, болды, кетті, короче, отыра берейінші дальше деп отырған кезде адам сезеді ғой, егер сенің алдыңдағы кетіп баратқан адам даже сен көрмесең де, адам бұрылса саған қарай, немесе артыңдағы адам саған бұрылса, сен оны сезесің, дауысын естисің. Оны бұрылғанда бүйтіп бұрылады ғой саған қарай. Бүйтіп деп сезесің ғой, естисің ғой бір звукты. Сонымен анау солай маған қарай бұрылады, атпен бұрылады ана адам. Сөйтеді дейді маған. Бірақ ешкім жоқ ана жерде, тупо ешкім жоқ, шөптер тұр, болды. И тұрады маған қарай шабады анау ат. Бірақ көрінбейді көзім. Көрінбейді тым, бірақ шөптер былай бүйтіп жатып жатыр. Бірақ ештеңе жоқ. Ит емес, ит олай істей алмайды. Итте тұяқ жоқ мысалы да. Деп келе жатыр маған қарай. Мен шошып кеттім ана жерде. Галош сол жерде қалып кеткен. Мен уже кетіп қалғам. Үйді айналып, уже үйдің есігінің алдына барып, үйді ашып, артыма қараған жоқпын. Артыма қарасам, примерно білдім не келе жатқанын артымнан. Примерно сондай бір өзіме фантазия құрып алдым да, мені қуып келе жатқан ол шайтан дедім да. Маған кету керек. Үйдің есігін аштым, үйдің есігін жаптым. Полный светтерді өшірдім. Ол кезде кіреберіс бізде прихожка да. Прихожка әлі салынбаған. Прямой үйге, коридорға кіріп кетесің. Коридор топырақ, трамбовка жасалмаған, полный үйдің іші жасалып, бірақ бөлмеде жатамыз ғой енді. Сонымен ана жерге кірем. Мына жерде кішігірім стол болатын бізде, отыратын, аяқ киім киетін стол. Соған отырамын да, светтердің бәрін өшіріп тастаймын да, прям тыңдаймын. Мынау жүр ме әлі үйдің жанында. Бірақ ешкім дауыс шықпайды. Жаңа деген дауыс та жоқ, тук-тук, тұяқтың да дауыс жоқ, аттың да дауыс жоқ, тым жоқ, жалпы айтқанда. Сонымен отырым и сезем ғой, екі күре тамырым бар ғой, кәдімгідей дарсылдап жатыр. Прям енді жесткий адреналин да менде, прям қатты соғып жатыр анау екеуі. И до того қатты соққаны жөтеліп кетіп отырмын деп ше. Прям мына өңешке мешать етіп отыр да, өңешті қышып жіберіп отыр былай. И сол күйінде сабыр сақтаймын, басылам кішкене, өзім жіберем, ситуацияны жіберем да, бұл әшейін көзге көрінді, бар жат, ұйықта. Сондай мысль болады да, менде сондай мақсатпен барам да, жатам да ұйықтап қалам. Прям ол ситуациядан кейін еще мен сабырға келдім, сабырға келген кезде өте қатты ұйқым келді мен. Прям қатты ұйқым келді. Бардым, жаттым, ұйықтадым, таңертең тұрдым, болды.
тым ауру жоқ. Мен кәдімгідей обычный адам, ауырмай адам ұйықтайды ғой, ауырмай тұрады ғой. Тура солай тұрдым ұйқымнан, болды. Вообще ауырған жоқпын. Тұрдым, до того адам ауырып жазылғаннан кейін де біртүрлі болады ғой, кішкене әлсіреп ше, менде вообще ондай болған жоқ. Просто тұрдым, болды. Тұрдым, бардым, ойладым, түсім екен дедім. Мүмкін бастырдым, мүмкін түс көрдім ба деп. Реально тамның артына азанда тұрып барып қарасам, галош сол орында қалып кеткен, қар басып қалған үстін. Ана шөптер арасынан жүрген, прям шөптер майысып тұр, бірақ із жоқ вообще. Қардың үстінде ешқандай із жоқ. Тупо шөптер майысып тұр, болды. Қардың арасында теуіп деп ит іздедім. Топырақта хотя балшықты банжығанда қалады ғой із жоқ ешқандай. Бірақ реально көзбен көрген жоқпын, құлақпен естідім. Не болып жатқан шөптердің қимылдаған дауыстарын естідім, болды. Ал енді бір мектеп жайлы айтып кетейін. Қай мектеп екенін айтпай қояйын. Бірақ бұндай оқиғалар мектеп арасында көп деп ойлаймын. Менің көрші атам болатын. Сол кісі айтатын. Біз сол мектепті салған кезде жерді қазады ғой, жерді қазып, бетон құйған кезде адамдардың бас сүйегін тапқанбыз дейтін. Сол кезде біреулердің айтуы бойынша ол жерде соғыс болған дейді. Біреулердің айтуы бойынша ол жер могила болған дейді. И сол жерде өте көп охраналар жұмыс істеген. Сол кезде көбінесе әйел адамның дауысын естиді екен ол жерден. Өлең айтып жүрген. Кішкентай баланың жылап отырғанын естиді екен. И бір екінші этажда бір кабинет бар. Соның ортасында особенно көбінесе біреу жүреді. Ары бері жүреді. И біз мектепте отырамыз ғой, сабақ оқып. Сол кезде мысалы кейде болады, мысалы 3-4 шейін отырамыз, қосымша сабақтар болады. Бұл кезде оқушы жоқ мектепте. Дәл сол кезде спорт залдан мысалы шыңғырған дауыстар естіледі. Топтардың дікілдегендері естіледі. Барып қарасаң ешкім жоқ. Алла куә ғой, ешкім жоқ ол жерде. Мен өзімнің көзіммен көргенімді айтып берейін. Мен сабаққа келе жатам. Сабаққа келе жатқан кезде бір ары кетсе 100 метр қалған шығар сабаққа. Сол кезде мектептің терезесі мен келе жатқан жолға қарап тұрады. И өздерің білесіңдер, жалюзиді. Жалюзи ол не болмайды, прозрачный болмайды. Сол жалюзи тұр. Сол жалюзидің ар жағынан біреу көрініп тұр ғой. Мен сол кезде ойлайтын бар ғой. Мүмкін енді оқушы шығар, мүмкін жалюзиден көрінетін шығар, наверное, деп ше. Сосын мен жақындаған сайын анау бүйтіп жатыр да. Мен жақындаған сайын басын қисайтып жатыр ғой. Мен жақындаған сайын бүйтіп жатыр да. Сосын мен ойлаймын, еще біздің класста бір қыз болатын, таң ертең келіп болатын сабаққа бірінші болып. Сосын келсем, кабинет жабық тұр. Көрдіңіз? Кабинет жабық. Сол именно сол жаңа көрген кабинеттің кабинеті жабық тұр. Сол біздің кабинет қой. 3-ші этаждағы. И сол кабинетке барсам, құлпы тұр, кәдімгі ешкім кірмеген. Сосын ана қыз келеді ғой менен кейін. Мен айтамын ғой, сен болдың ба, кірдің ба деймін ғой кабинетке. Жоқ дейді, мен кілтімді техничкаға қалдырып кеттім дейді. Сосын ойлаймын, мүмкін техничка шығар деймін. Сол бір кезде техничка апай келеді есікті ашуға. Апай, сіз кірдіңіз ба бүгін таңертең ішке десем, жоқ дейді. Кірмедім дейді. Сосын біз оқушылармен тығылмаш ойнаймыз мектепте. Енді баламыз ғой енді. Ол кезде бала болғанда енді бір 10-шы класс па сондаймыз. Дәл сол кезде тығылмаш ойнап, қараңғы батып кеткен, біреу ана кабинетке тығылады, біреу неге тығылады, спорт залға тығылады деген сияқты ше. Сол кезде мен бір дос балам тура сол мен айтқан кабинетке барып тығылып алған ғой. И сол кезде тығылған кезде кәдімгідей дауыс естіген ғой ана жерден. Ыңқылдаған дауыс естіген ғой. Ыңырсыған дауыс. Ыңырсыған дауыс естіген. Содан кейін ана бала бір апта сабаққа келмеді ғой. Бір апта бойы ана баланың психологиясы бұзылып кетті. Өйткені қай жерден естіді дедіңіз? Сол кабинеттің жанына тығылған, сол кабинеттің ішінен естілген ғой. Ол примерно кабинеттің жанында кіріп кететін жер бар. Иә. Ол сол жерге тығылған қараңғы жер бар да. Ол сол жерден естіген ғой ана бала. Сол кезде ол мектепте мысалы көп балалар ауырып қалатын өзімен өзі. Отырып ауырып қалатын. Мысалы бізде өте шулы класс болатынбыз біз. Сол кезде біздің бір апайымыз енді бізді ұрысып жатыр, тоқтамайды ешкім тыңдап отқан жоқ ана апайды. Сол кезде ана апай тұрады да бүйтеді ғой. Осы мектептің сендерді осы мектептің киесі ұрсын дейді ғой. Сол кезде ана терезе тақ етіп ашылып кетеді ғой. Сол кезде таң қалған мен сол кезде ше. Дәл сол сөзден кейін терезе ашылып кетіп отыр ғой. Содан біраз балалардың енді өмірлері болмай кетті ғой. Біраз балалардың сол мектеп менімен оқыған балалардың біразы сотталып кетті. Біраз өмірде жолы болған жоқ.
біреуі ауырып қалды, біреуісі қайтыс болып кетті деген сияқты ше. Сондай оқиғалар болған. Мәссаған. Ол негізі особенно андай арқасы бар адамдар болады ғой, қасиеті бар, немесе сөзінде андай болады ғой, бір қалай айтсам болады, айтылған сөзі, мысалы біреуді қарғайды ғой, қарғаған сөз болып кететін адамдар болады ғой, сондайлар негізі апасы болады, адамды қарғағанда ше. Мысалы простой сөздің өзі да өліп қаш дейді ғой, мысалы Құдай сақтасын, мысалы біреуіне, ол реально өліп қалады да. Сондай адамдар бар екен. Сөзі дуалы дейді, иә, сөзі дуалы адамдар бар да, мықты ше сөз. Мысалы тұрасында біреуді қарғап жібересің, таманға тас тұрып қалсыншы деген сияқты. Ол ертең қақалып алады да бір жерде ше. Мысалы оны білмейсің сен. Кейбір адамдар мысалы білмейді екен өзінің сөзінің дуалы екенін ше. Тұрады да туп айта салады, мысалы барда машинамен жабысқаш дейді да, дос баласына просто енді шутка ретінде айтады. Ол барады реально жабысып қалады мысалы. Мысалы көбінесе ананың қарғысы жаман дейді ғой. Ананың қарғысы. Иә. Өйткені көп оқиғаларды білем. Мысалы анасы баласын қарғайды. Сол қарғыстан кейін енді жол болмай кеткендер бар, инвалид болып қалғандар бар, мысалы қайтыс болып кеткендер бар. Мысалы әкенің қарғысы ештеңе емес дейді, бірақ ананың қарғысы жаман дейді, ананың көз жасы жаман дейді. Ана мысалы саған айтса, сенің ешқашанда жолың болмайды десе, сен білмеймін не үшін екен жолың болмайды екен. Саған анаң қатты ренжісе, жолың болмайды. Анаң саған батасын беріп отырса, сенің жолың бар ғой, болды ғой. Салам алейкум, ашық қой. Любой жолың ашық. Мысалы таңертең анаңнан дұғаны тілеп кетсең, ана маған батамды бер десең, сол күнің сенің бар ғой берекелі болады. Бір жерден ақша түседі, немесе көңіл күйің жақсы болады, немесе пробкада қалмайсың, немесе әйтеуір бірдеңені ұтасың ғой. Любой жерден жеңіл түрде шығып кетесің жалпы айтқанда. Онда мынандай бір оқиға болған, менің басымнан өтпеген ол. Бұл оқиға менің бір жақын адамның басынан өткен. Ол маған өзі айтқан ол историяны ше. Получается, бұл енді көбісі ойлауы мүмкін, жаңағы бізге ондай нәрсе бастырылу, мысалы немесе түсіңде көрген заттар қызық емес, ол өмірде болмағаннан кейін деп ше. Бірақ адамда мынандай болады екен да, осознанный түс, осознанный сон. Яғни сен либо обычный түс көресің, либо астральный мирға барасың. Типа сен қалай айтсам болады, жындар әлеміне кіресің ба, сондай бірдеңе боласың. Барзақ. Жо, барзақ ол қабір азабы ғой. Ой, қабір азабы деп, қабірде болады, сен сұралғанда барзаққа барасың ғой. Ал ана жерде сен ұйықтап жатқанда түсіңде сенің жаның реально көреді ол нәрсені. Саған көрсетеді, Аллах тағала аяң береді, болмаса жын шайтандар түсіңе кіріп, яғни сені шошытып не істеуі мүмкін жалпы айтқанда. И мына жерде мынандай оқиға, жақын адамым жалпы айтқанда мынандай болады, өзінің сестрасының үйінде жүреді. Сестрасының үйінде жүреді, дәретке қысылады. Дәретке қатты қысылып кетеді, далаға шығады. Далада орналасқанда әжетхана. Әжетханаға барса, әжетхана бос емес. Каким-то образом ол бос емес. Біреу дейді да, бірақ үйінде сестрасы ғана. Ол ұйқылау. Сонымен бүйтіп айналады да, уже ұйқылау ғой, білесіздер ғой, анда бір көзің бүйтіп ашасында бүйтіп, туалетте біреу бар екен ғой деген сияқты. На самом деле туалетте ешкім болмаған. Сонымен бүйтіп айналған кезде забордың шетінде күл жиналып тұрған, күл. Кәдімгі отын жаққанда күл қалады ғой, сол остатықтар жиналып тұрған. Сол кетіп баратқан кезде соған аяғы шалынып күлге құлаған. Короче, күлдің үстіне жамбаспен құлаған. Тізе, жамбас, полный қол, дене күл болған. Сразу есін жиған тұрғанда үсті басының бәрін қағып, жалпы айтқанда сүрелер оққан, Фалақ, Нас, Фатиха сүресін, Аятул Курси оқып, өзін тазалап шит қойғанда сразу үйге кіріп, жаңа киімін ауыстырып, киімді сразу стиралкаға тыққанда өзі душқа кіріп, жуынып, тазаланып шыққан. Содан шыққанда да жаңағыдай Фатиха, Фалақ, Нас сүрелерін оқып, Аятул Курси оқып, өзіне қорған қойып алған. Бір уақытта қатты ұйқысы келген. Өзі түсінбеген да, не үшін екен, бірақ қатты ұйқысы келген екен да ол кісінің. Сонымен кешкі уақыт, ол уақытқа қарамаған, бірақ кешкі уақыт болған, айту бойынша 6-7-лер примерно, енді былай бүйтіп қасқарайып баратқан кез ұйықтап қалған. Ол уақытта негізі ұйықтауға болмайды. Негізі жындардың жүретін кезі сол. Оянатын кезі, былай шығатын жері, охотаға шығатын кезі сол уақыттар ғой негізі. Сонымен кешкісін ұйықтап қалады. И түсімде дейді, мен осознанно бір көріп тұрмын дейді. Мен как будто бүйтіп болады ғой, мысалы біз екеуміз қазір қалай подкастта отырмыз, қалай бір-біріміз көріп отырық, мысалы өмір сүріп отырық қой қазір. Ол да солай өзінің түсінде өмір сүріп отыр. Көрдім дейді, өзімді де шымшып көрдім дейді. Бәрін сезем дейді.
деймін, прям өзім даусымды естимін. Кейбір түстерді қарасаң, обычный түстер звуксыз болады, кейбір звук жоқ вообще. Тупо просто жүресің дейді. Ұшасың ба өзің білесің. Кейбіреулерінде звук даусының кейбір түстерді ұмытып қаласың мысалы. Ода бәрі прям осознанно болған. Секіріп те көрген прям бәрі нормально. Как будто шынымен өмір сүріп жатқан сияқты. Сонымен айналасына қараса коттедж үйлер, бірақ тура алдында бір коттедж үй тұр. Оны ойлаған екен да, типа біліп тұр, түсінде біліп тұр, на самом деле в жизни ондай емес. Не существует такого дома. Но ол түсінде біліп тұр. Менің нағашы ағамның үйі деп есептепті да, сол үйге кірген екен. А на самом деле оның нағашы ағасы бар шынымен де. Нағашы ағасының әйелі бар, олар жер үйде тұрады. Коттеджде тұрмайды олар. Бірақ сол үйде тұрып жатыр екен деп есептепті да, сонымен кіреді ана үйге. Кіреді да бір уақытта кірсе, до того степени дейді, мен уақытқа қарағанда тура уақытты көрсетіп тұрды дейді да, кешкі сағат 5-6. Үйдің ішінде свет жоқ, свет жанып тұрған жоқ, бүкіл комнатада свет жоқ. Тек қана үйдің ішіне батып баратқан закаттың жарығы түсіп тұр, үйдің іші қараңғылау. Примерно қараңғылау болып тұр. Сонымен үйде ешкім жоқ. Коттедждің ішін аралайды, ешкім жоқ, ешкім таппайды. Потом екінші этажға көтеріледі. Екінші этажға көтерілген кезде ұзын коридордың жанында именно бір есік ашық тұрады. Қараңғы, анау ненің іші. Сол есікке қарай барады да есікті бүйтіп ашады. Есікті ашса, тура осындай стол тұр. Столдың үстінде киім тігетін машина тұр. И бір көйлек тұр, былайынан. Жан-жағың бәрі манекен. Манекеннің үстінің бәрінде көйлектер. Қызыл, жасыл, сары болсын, көйлектер барлық. Яғни көйлектерге қарап қызығып тұр екен да. Мә қандай күшті көйлектер деп ше, жаңағындай қызығып тұрған кезде бірінші этаждан звук шығады. Қатты дарсылдаған жаңағындай шақтың звук шығады. Бір адамдар емес, бір адам, жалпы айтқанда, адам ба ешкім білмейді, ол да білмей тұр не екен. Сондай бірдеңе мен жаққа қарай бірінші этаждан келе жатыр дейді, кәдімгі дың деп басып келе жатыр, шагайт етті дейді. Бір кезде бір әйел кісінің ба, мен түсінбедім, әйел кісінің ба немесе жаңағындай бір еркек кісінің даусына да ұқсамайды дейді, әйел кісінің даусына да ұқсамайды дейді. Әндетіп бір мелодияны әндетіп келе жатыр дейді. Ана мелодияны да мен білмеймін дейді, өмірімде естімеген мелодия, ән. Соны әндетіп деп әндетеді, солай бір әйел кісі көтеріліп келе жатыр. Кәдімгі шагайт етіп екінші этажға мен жаққа келе жатыр. Мен қорыққаным соншалық есіктен басымды осылай кіргізген күйі қап-қағам дейді. Не болады екен, мен көрмей қойса екен деген сияқты. Сонымен келген екен, тура артына келгенде тұрған просто. Түртпеген. Ана осылай тұрған есіктен. Өйткенде есікті бүйтіп жапқанда резко артына қараса, ана кісі былай тұр дейді ғой. Деп тұрғанда, ей қалайсың дегенде былай қарай құшақтаған короче. Ана әйел кісіні мен танымаймын дейді. Қап-қара киініп алған, полный кофта, қап-қара киініп алған, полный. Нәски полный қап-қара. Яна кісі құшақтағанда бетіне сүйіп, ой қалайсың сен, бәрі жақсы ма анау деп сондай бірдеңелер айтқан ғой, қалайсың, жағдайың қалай дейді, сауың қалай деп жаңағыдай сұраған. Янан түрі өзгеріп кетті дейді сразу. Кәдімгі обычный адам болып қалды анау дейді. Мен бірінші былай қарағанда көрген адам емес анау дейді, уже басқа адам дейді. Құшақтап болып жібергеннен кейін көрдім соны дейді. Содан кейін өзіме келдім дейді, сабырға келдім. Бір кезде сұрадым дейді, сіз кімсіз, мен сізді танымаймын, біздің үйде не істеп жүрсіз деп сұраған ғой. Сөйтсе, ой сен білмей, мен танымай тұрсың ба деген екен да. Енді сіз кімсіз, таныстырсаңшы өзі. Мен сенің нағашы неңнің ағаңның әйелі болам деп айтқан ғой. Ал оның әйелі ол емес, на самом деле. Мен сенің нағашыңның әйелі болам. Менің есімім осындай болады деп тұрып өзін таныстырған. Менің жасым осындай деп жаңағындай. Анау в шоке. Көрдіңіз бе қандай осознанный түс, до того степени шошып тұр да, қорқып соң кезде оянбай тұр. Сонымен ана қолынан бүйтіп ұстайды да, жүрме сен бірінші этажға апарып екеуміз кино көреміз дейді да, жаңағындай. Телевизор жаққа апарып жатыр дейді. Әлі екінші этажда кетіп бара жатыр. И бір уақытта дейді, кетіп бара жатса коридордың бір есігі ашылады да, ішінен нағашы ағамның әйелі шығып екінші комнатаға кіріп кетеді дейді. Сол кезде ананы көрген кезде жанымдағы әйел дейді да, қатты ашуланған соншалықты секіріп тұрып анаған қарғыс айтты дейді ғой, жаңағындай. Осы бәле өліп қалса екен, жек көрем осы қатынды деп жаңағындай сөйтіп айтқан екен. Бұл негізі сенің нағашы ағаңның әйелі емес, мен оның әйелі, мен түсіндің ба деп ұрысқан ғой ана қызға еще. Сен соны ұқ деген. Ана қыз қорқып кеткен ғой, жаңағы жақыным ше, не істерін білмей қалғанда. Сонымен бопты деп айта берген, жарайды деп ше. Сонымен жаңағы әйел кісі бүйтіп қолын жіберген да, жаңағы жақынымның қолын жіберген да, жүрмемен бірге түс дегенде өзі бірінші этажға бірінші болып түсіп кеткен. Барғанда диван тұр осындай, диванның алдында ТВ зона тұр.
сол телевизордың алдында тұрған диванға барады да ұзыннан түсіп жатып алады, короче. Анаған орын бермейді қызға. Отыр деп шақырмайды да даже. Жатып алады да телевизорды қосады да бүйтіп жатады, короче, осылай. Телевизор қарайды. Ана қыз түсінбейді не болып жатыр телевизорда. Бүйтіп келеді, менің жақыным бүйтіп келеді да, бүйтіп қарайды, диванда орын жоқ. Не істеу керек? Жерде отырады. Бүйтіп жерге отырады да, арқасын диванға сүйейді осылай. Үстіп отырады, тізесін бүйтіп өзіне қаратып алады да, өзін жиырып алады да, өзін осылай отырады. Сол кезде датовой дейді, телевизордан дым болып жатқан жоқ дейді. Телевизор просто аппақ. Андай не? Помех болады, пшшш деп тұрады телевизор. Тура солай помех болып тұр дейді телевизорда. Дым болып жатқан жоқ. Мен соны көріп отырмын дейді. Анау да көріп отыр, ештеңе деп канал ауыспайды дейді. Просто көріп отырып, пышылдаған помехқа қарап отырмыз дейді. Жындадан құсап дейді. Мен көріп отырып, сол телевизордың ішіне кіріп кеткем дейді. Датовой дейді. Сол помехқа галлюцинация кетіп қалған. Датовой бүйтіп өзіме келіп, телевизордың айналасына бүйтіп қарағам дейді. Не болып отыр мынау үйде деп қарасам, телевизордың жанында дейді. Телевизордың жанында мынандай стол болады ғой. Осылай ТВ-зонаның астында тұратын. Сол столда аппақ, қалай айтсам болады, қыз баласы намаз оқыған кезде ақ не киеді ғой, андай хиджаб сияқты. Сондай бірдеңе жамылып алады ғой. Тура сондай киген, беті ашық әйел кісі, андай тура осы отыр, міне осы жаққа қарап отыр да, бүйтіп отыр дейді ғой. Мен мына жақта тұрмын деп отқан ғой. Аппақ киініп алған, бет ашық. Сөйтіп, анау адамның күлкісі емес дейді. Адамның жымиған несі емес, эмоциясы емес. Ананың езуі мына жаққа дейін шығып кеткен дейді ғой. Татаусым нерге дейін шығып кеткен езуі, көзі бақырайып кеткен дейді. И маған солай бүйтіп қарап отыр дейді. Мен анадан қорққаным соншалықты жанымда жатқан әйелді бүйтіп түртем дейді, короче. Ей, тұрыңыз деген ғой, короче. Сөйтсе, диванда ешкім жоқ. Яғни сол моментте қатып қалған, короче. Неге жоқ ол деп ше? Қайда? Ана кісіге қараған күйінше қатқанда, и қайдасыз деп бүйтіп бұрылған кезде ана кісіні де көрген. Ол кісі де бүйтіп, қыздар отырады ғой бүйтіп, мына санның алдына қолын бүйтіп қойып алып ше, өйстіп отырады ғой. Солай бүйтіп майысқанда деп отқан ғой осылай. Оның да езуі нерге дейін шығып кеткен, көзі бақырайып кеткен былай. Деп отқанын қарап. И прикол в том, что оның шашы жаңағындай шаш емес, уже шашы былай алба-жұлба шығып кеткен. Ана шашыңды бүйтіп берсең үйісіп кетеді ғой, сол сияқты бүйтіп үйісіп кеткен шашының бәрі. И түрі быт, сонда айтады да маған, мен дейді да, шынымен де жынның келбетін көрдім мына моментте дейді да. Мен жынның даже түрін көрдім дейді. Ананың түрі дейді, әйел адам емес дейді, еркек адам емес дейді. Но денесі әйел адам, түрі басқа. Шашының алба-жұлбасы шығып кеткен, езуі мінерге дейін көзі мынандай дейді да. И ойлаңызшы дейді да, саған солай өмірде қарап тұр дейді да. Мен как будто шынымен өмірде көріп тұрған сияқты болдым ананы дейді. И мен сөйлей алам, мен жүре алам дейді. Орнымнан атып тұрдым дейді да. Орнымнан атып тұрдым да, сразу фәләқ, нас, ықылас, фатиха и аятыл күрсиді оққан. До конца оққан. Оқи берген, короче, қайталап. Бірінен соң бірін. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим деп оқи берген. Аналар соның өзінде бүйтіп, мысалы, мына жерде тұр, анау өйстіп қарап отыр ғой. Өйстіп қарап отқанда анау тұрып жүріп бара жатқанда бүйтіп қарай берген ғой осылай. Жаңағыдай күліп типа бүйтіп демеген да. Примерно момо қалай? Соған ұқсайды. Иә. Момода да бүйтіп тұрады ғой, езуі бүйтіп. Сондай көзім елестеп жатыр да. Тура сондай бақырайып тұр. Бірақ анда бүйтіп тұр да тістер. Солай бүйтіп, анау жүрсе де бүйтіп қарай берген. Анау телевизорға да екі жаққа да қарап оқып отырмын дейді да. Анаған да қарап оқимын, анаған да қарап оқимын дейді. Как будто пистолетпен атып отқан сияқты отырмын. Бірақ аналарға не действует ол дейді. Ана жаңағы ақ матада отырғанның басы уже айналған соншалықты былай кетіп қалған ғой. Типа бүйтіп иісіп кетіп отыр дейді да. Кәдімгідей. И мен анау жутты көрген кезде дейді, мен сол моментте ояндым дейді бір уақытта. Артқа қарай бүйтіп кетіп баратып, бірдеңеге тидім ба, арқам бірдеңеге тиді ма, ояндым дейді. Оянсам, полный денем терлеп кеткен дейді. Полный денесі терлеп кеткен. Қол, көрпе, полный көрпе су, шаш су терденше дірілдеп жатырмын дейді, кәдімгідей дірілдеп жатырмын дейді, қорққаным соншалықты. Сонымен сразу тұрдым, киімді ауыстырдым. Тұруға қорқасың ғой, өзі бір жарты сағаттай жаттым дейді, ар жаттым, бер жаттым. Не ол, не үшін кірді бұл түсіме деп ойландым. И білдім дейді да, мен кешке жақын ұйықтадым біріншіден, екіншіден мен күлдің үстіне құладым. Күл ол яғни жындардың мекені болады ғой, туалет, таза емес жер, жаңа әжетхана, күлдің айналасында балдар ойнайды дейді, мысалы арақ шарап бар жерлерде көп жүреді жындар, мысалы ше. Жаңағыдай сіз айтқандай Алем KZ дегендер бар ғой, мысалы казино, букмекерская контора, сол жерлерде көп жүреді. Жынның ордасы мысалы айтқанда ше. Сол жерге ол құлап тұр да.
и солар мүмкін ойлағаны бойынша мүмкін олар менің түсіме кіріп солай мазалады ау, мен де оларды күлдің үстіне құлап мазаладым и олар да маған маза бермеді деген сияқты. И өмірінде ондай түсті бірінші рет көрген и одан кейін қайтып көрмеген. Содан тұрып барып киімін ауыстырып қайтып келіп жатқан, сонымен сабырға келген, өзіне қорған қойған, аятыл курси оқыған, дем салған өзіне кішігірім. Сонымен жатып ұйықтағаннан молынан ұйықтап кеткен. Кейін таңертең тұрып қайттан өзіне келіп, одан кейін вообще ондай түс көрмедім деді ғой. Вообще көрмедім деді одан кейін. Сол жын демекшісі, мен де бір жын жайлы түс көргем. Ол кезде былай болды. Мен намаз оқып жүрген кезім, бірақ таңғы намазға ұйықтап қала беремін. Кейде оқимын, кейде оқымаймын. Будильникті естимін. Қараймын да, қазір тұрамын ғой деймін да, өше саламын, қарасам уже түс тұр. Күндердің сөйте бердім. Бір күні түс көремін ғой. Түсімде жынды көремін. Кәдімгі. Кинода көрсетеді ғой, қып-қызыл екі мүйізі бар деген сияқты ше. Маған солай болып көрінді. И дауысы деген бар ғой, жуан ғой. Ана трансформердағы бар ғой. Трансформердағы роботтар сөйлейді. Оптимус Праймның дауысы сияқты ма? Солай сияқты сөйлейді да күледі. Әдемі не айтты маған? Бүйтеді. Еділ дейді да. Сен дейді, осылай намазға ұйықтап қалып, маған удовольствие беріп жатсың. Сен өзіңді өзің тозаққа дайындап жатсың. Мен ештеңе істеп жатқан жоқпын саған дейді. Сен өзіңді өзің дайындап жатсың дейді. Айғайлап тұрып күледі ғой ана кісі. Мазақтап тұрып күліп жатыр ма? Мазақтап тұрып күледі ғой. Наушникпен ұйықтап қалғанмын ғой мен. Наушникпен ұйықтап қалғанмын. Өлең деген айғайлап жатыр. Бұл кезде қалада студент болып жүрген кезім. Наушник айғайлап бір ағылшынша өлең тыңдап жатырмын. Сөйтсем, мен неде жүрмін, тозақта жүрмін ғой. Жандарына барам, екі адам тұр, кәдімгі жанып жатыр бәрі. Ана екі адам тұр, бірімен сөйлесіп жатыр да. Сосын мен сұраймын ғой, мен не істеп жүрмін мына жерде деймін ғой. Сен өлең тыңдадың ғой дейді ғой маған. Өлең тыңдап келіп тұрсың мына жерге дейді. Сенің өлеңің неғып бәріне айғайлап жатыр ғой дейді. Сол кезде аналардың дауыстары да естіліп жатыр. Яғни құлағымдағы наушник те естіліп жатыр ғой. Ойлашы, ана көрсең қорқынышты ана жер бар ғой. Адамдардың айғайлағанында, музыкада. Яғни адамдардың сөздері. Сонда под музыку кетіп жатыр ма ана? Под музыка кетіп жатыр ғой. Ағылшынша бір музыка ұрып жатыр әйтеуір. И аналар шыңғырып жатыр соған. Шыңғырып жатыр. Сондай бір қорқынышты түс көрген, ондай көрудің қажеті жоқ деп ойладым мен. Ондай түс ешкімге бұйырмасын бар ғой. Мен әлі күнге дейін есімде ғой, мысалы, қаншама түс көреміз, бірақ ұмытып қаламыз. Ондай болады да. Именно осы түс менің анық есімде. Сол тозақты көрсеткен түс. Мысалға, тозақ демекші, біздің бір кластасымыздың атасы қайтыс болады. Кластас қыздың. Сосын енді көңіл айтуға барамыз, көмектесуге барамыз, енді бәріміз сондаймыз ғой, қазақтар. Сосын енді біреулер енді отын жарамыз дейді, біреулер тамақ тасимыз дейді, біреулер енді сояқта тұрамыз дейді, көмектесіп. Бізді қабірге жібереді ғой. Екі дос болған, екеуміз боламыз, сендер қабір қазып келіңдер дейді. Мен өмірімде қазып көрмегенмін қабірді сол кезде. Сосын барсақ кішкене қас қойыпты. Сосын бір екі кісі келді. Біреуі КМБ-да жұмыс істейді, біреуі полицияда жұмыс істейді. Сосын келді да, амандасып, өте серьезный кісілер. Сол атаның, бір немерелері ма, туыстары ма сондай екен. Сосын ана жерде әңгіме кете бастады ғой, қабір жайлы, сұрақ жауап жайлы. Енді оның бәрі біледі ғой, не болатынын. Сол кезде бір күн мынандай бір оқиға болған екен. Бір дос баласымен қабір қазған. Сол кезде анау ары қарай кіріп кетесің ғой, ары қарай. Сол ары қарай кіріп уже қазып атқан кезде, ана дос баласы әзілдеймін деп үстін андай немен жаба салған ғой. Байок па, не дейді? Бүйтіп жаба салған кезде анау жүрек тоқтап қалған ғой маған, қорыққаннан ше. Ойлаңызшы. Мәссаған. Қорыққаннан жүрек тоқтап қалған. И сосын сол кісілердің айтып отқан әңгімелері ғой. Өздеріңіз білесіздер, мысалы қабірге қонуға болады. Сол кезде бір кісі келеді екен қабірге. Жаңбыр жауып кеткен, қона салайын деп. Сосын кірген қабірге кірген кезде ассалаумағалейкум деп амандасу керек. Сол кезде кірген кезде ассалаумағалейкум деген ғой. Сол кезде ар жағында тірі адам жатқан екен. Уағалейкум ассалам деген ғой. Сол кезде ана кісі жүрегі кетіп қалған ғой ана жерде. Мәссаған. Негізі қабірде тірі адам ұйықтап жатқан тоже. Иә, тірі адам ұйықтап жатқан ол кезде. Өйткені көбінесе ишан дей ма, имам деп айта ма, сол кісілер барып қонады екен ғой, емшілер, сол жерге барып қорықпай қонады екен. Мен оқиғам аяғына бітіре салайын. Сосын ана оқиғаның бәріне тойып алғанбыз ғой біз. Қабір азабы жайлы да айтты. Сосын дос балам айтам, жүр кеттік аралап келейікші деймін ғой, бәрінің ішін. Сосын біз аралап жүреміз. Жүрсек, мына жерде бір свежий қабір қазылған екен да, көрініп тұр, топырағы свежий. Сосын жанынан өтсек, бір Аллаға куә,
бір ыңылдаған дауыс естідік. Досым анық естіді. Мен мүмкін ойладым, мүмкін маған дұрыс естілмей тұрған шығар, мүмкін басқа жақтағы дауыс шығар деп. Бірақ досыма анық естілді. Кәдімгідей деп ыңылдап жатқан дауыс естілді. Сосын біз ана жерден қорыққаннан қаштық. Сол кезде кейін біз естідік, что ол жерде бір кісі өзін өлтіріп қайтыс болған екен. Сол кісінің орны екен ол. Суицид. Суицидтан қайтқан кісі екен. Сол кісінің орны болады. Сосын мынандай бір оқиға болды. Оны менің оқиғам емес, бір танысымның оқиғасы. Короче, бір қыз болады. Сол қыздың әкесі қайтыс болады. Әкесі қайтыс болған кезде ана қызда депрессия болады, стресс болады. Сосын ол қыз әкесінің қабіріне бара берген ғой. Бара берген, жылап құшақтайды екен, сол жерде ұйықтап қалады екен. Сол кезде ана қыз іздесе сол жақтан табады екен. Бір күні қыз жоқ болып кеткен ғой. Сосын арыз деген, беріз деген, мүмкін сол жаққа кеткен шығар деген. Сонымен барса, сол жерде жылап жатыр екен. Соң ана кісілер барып көтерген кезде ана қыз айғайлаған ғой. Жіберіңдер деп. Сол кезде бір 3 жігіт болған екен. 3 жігіттің ана қызға шамасы жетпеген екен. Кәдімгі еркектің даусымен айғайлаған ғой ана қыз. Сол кезде ана қабірге барса, ішіне жын кіріп кеткен ғой ана қыздың. Еркектің даусымен. Еркектің даусымен айғайлаған ғой. Өзі нәзік қыз екен. Бірақ кәдімгідей күші көбейіп, 3 жігіттің шамасы жетпей, сосын имамға барған, имамның шамасы жетпеген. Сосын бір ең мықты бір имамды шақырып, бір таңға шейін Құран оқыған екен. Таңға шейін Құран оқып, сосын ол қыз оқыған кезде, ол қыз бүйтіп орнынан тұрған, в общем, ана имамға атака жасайын деген екен. Сол кезде ана жанындағы адамдар ұстап тұр ғой. Сол кезде жіберіңдер деген ғой, имам ол маған ештеңе істей алмайды деген. Жүгірген, бірақ имамға ештеңе істей алмайды. Жүгіреді, имамға ештеңе істей алмайды. Ана Құранның әсері ма екен. Сосын ол қызды қайтадан жатқызады, оқытады, сосын ана қыз талып қалады. Талып қалғаннан кейін есін жияды, есін жиса ана қыз вообще есінде жоқ. Қайда барғаны, не істегені мүлдем есінде жоқ. Даже әкесінің қабіріне барғаны. Қабірге барғаны да есінде жоқ. Есінде жоқ. Мәссаған. Сол үшін сол бағана айтып отырсың ғой, күл, жын ойнақ, ана клуб болсын, қабір болсын, қайта бара берудің қажеті жоқ. Сосын айтады екен ғой, қабір азабында жатқан адамдардың дауысын адамдар, жындар естімейді, жануарлар естиді екен. Аллах тағала періштелер және ат ести ма сондай депті. Жындар мен адамдар ғана ести алмайды, иә. Жындар мен адамдар ғана ести алмайды, қалғанның бүкіл жануардың бәрі естиді. Бәрі естиді. Ана ат особенно қысылады ғой, мысалы, жаңа простатит болады дей ма, сол шықпай кетеді ғой. Сол кезде қабірді бір айналдырып қайтыңдар дейді екен ғой. Бұрында сөйтіп қабірді айналдырады, сондай айқайлап ыңыранған дауыстар шыққан жерден ат шыдай алмай сразу жібере салады екен ғой негізінде. Мен де естігемін. Саған соны өте, мен өз басым шынымды айтсам қабірде жатуға немесе сондай бір тесный жерлер болады ғой, мысалы қабір немесе в общем говоря қабір азабынан мен қорқамын, шыны керек. Любой адам қорқады деп ойлаймын ол нәрседен. Ол оңай емес нәрсе ғой. Саған бар жоғы 3 сұрақ қойылады, немесе 4 сұрақ, 3 сұрақ қойылады, мұнкар накир періштелер қояды саған. Бір сұрағына жауап бермедің бе, болды. Олар саған одан кейін айтады екен да, біз сенің солай жауап беретініңді білгенбіз деген сияқты. Болды, сен ақыретке дейін азапталасың. Ал егер сен жауап берсең, ақыретке дейін сен жалпы айтқанда тыныштықта және ләззатта жатасың да, жәннатқа басыңды қаратып қояды екен, солай жатады екенсің. Бір сахаба қабір тозақ жайлы айтқан кезде, бір пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның кезінде бір сахаба болған екен. Сол кісіге тозақ жайлы айтқан кезде үндемей отырып тыңдаған екен да. Ол кісіге қабір азабы жайлы айтқан кезде қатты жылаған екен. Сұраған ғой, сіз тозақ жайлы айтқан кезде не үшін жыламадыңыз, қабір азабы жайлы айтқан кезде жыладыңыз деп. Сол айтқан екен, қабірде мен жалғыз боламын, мен сол үшін қорқамын деп айтқан екен. Ал екінші сахаба бар екен, Омар ибн аль-Хаттаб деген. Ол кісінің имандылығының белгісі ғой енді. Ол прямом смысле айтылмайды, бірақ иманның күштілігі соншалық, ол кісі мысалы барлығымызға екі періште келеді, отырғызады, сұрақ жауап қояды. Ал Омар ибн аль-Хаттабты айтады, екі періштені отырғызып қойып, ол сұрақ жауап алады екен екі періштеден. Ол кісінің иманының мықтылығы соншалық. Өйткені жындар көрген кезде осырып қашады екен. Айтылады ғой. Иә. Көріңізші. Сонда иманның белгісін айтып тұр да, ол прямом смысле емес. Сонда қабірде мұнкар накирдан вопрос алып тұр ма? Сендердің Раббыларың кім? Сендердің кітабың кім деп солардан сұрайды екен. Мәссаған. Бірақ шыны керек, былай қарап тұрсаң, қабір азабын көріп
қайттан келгендер немесе қабір азабын көзбен көргендер жоқ қой негізі. Ол мысалы ана астрал кино бар ғой, астрал ночь в могиле деген, көрген шығарсыз? Көрмедіңіз Көрдім. ба? Көрдіңіз ба? Иә. Мысалы сол жерде бүйтіп тұрғызады да аузынан жылан шығады, аузына жылан кіреді бірінші, сол былай оқтау сияқты тұрғызады да аузынан шығып кетеді да, кейін анандай нелер пайда болады ғой, жаңағы жыландар, үш басты жыландар беттерін талайды жаңағындай ше. Сол мен өз басым бірінші рет шықты ғой сол фильм. Сол кезде триллерінде көрсетті ғой, сол моментті бүйтіп көрсетіп өшіре салды ғой. Сол кезде ойладым, мына моментті көрсетсе екен деп ше, мен көргім келеді, баста желание болды, бірақ көргеннен кейін шыны керек мен прям одан саман қорқып кеттім реально қабір азабынан. Мысалы ана адам сенген жоқ Құдайдың барына. Құдайдың барын білсе де қабір азабына сенген жоқ. Яғни сен, если физически будет нагрузка деді, мысалы басында, то сен үйреніп кетесің, оған привыкнешь. А если твоя душа будет, жаңағыдай сенің жаның қиналатын болса, ол нәрседен сен шығып кете аласың, типа сен қиналмайды, өйткені сен жансың, саған ешқандай нәрсе тимейді деп айтты да. Өзі қабірге барды, и өзін тұрғызды, уже өзі в шоке да ана жерде. Не болып жатыр деген сияқты. Қасындағы қыз жатыр, видеоға түсіріп мысалы. Анау азапталып жатыр, бетін келеді, дәу балғамен ұрады мысалы, дәу балтамен бүйтіп басын кесіп тастайды. Біреу алдынан бүйтіп шығады, деп айқайлайды. На самом деле мысалы қарасаң сен уже болды, сен ештеңе істей алмайсың. Сен даже ол жерде 5 минуттың өзі саған как будто вечность өтеді. А на самом деле сен ойлашы, қанша мысалы ешкім білмейді, может 50 мың жыл, может 100 мың жыл сен солай тоқтаусыз қиналасың, мысалы Құдай сақтасын да. Сондықтан ең бастысы жаман істерден аулақ болып, жаман істерге барсақ тәубеге келу ғой негізі. Мен көп адамдардан естимін, көп адамдар тікелей мағынада түсінеді екен. Мысалы адам кәдімгі оянады деп ше, негізі олай емес екен. Имамдардың айтуы бойынша мынандай екен, адамның денесі қиналмайды екен, но бізге әшейін киім екен, біздің жанымыз қиналады екен. Иә. Өйткені ол халыққа көрінбейді, ол адам көрсе, адам негізі өліп қалады дейді, оны көрсе, қабір азабын көрсе жынданып кетеді немесе өліп кетеді дейді. Тозақта 25 періште бар екен, 25-ақ періште бар екен, бірақ олардың размері өте үлкен екен. Егер дейді тозақтың инемен тозақты тесіп осы әлемге әкелсе дейді, инемен ғана мына әлем жоқ болып кетеді дейді. Ойлаңызшы. Мәссаған. И ол тозақта мысалы періштелердің жүрегінде мейірімді алып тастаған екен. Мысалға мына жерде мүмкін мысалы мұсылман емес адам мысалы қинайтын шығар біреуді, бірақ іштей жаны ашиды оның, бірақ тозақта мейірімді алып тастаған екен. Тым жан ашу жоқ. Жан ашу жоқ, тоқтап қалу жоқ. Кешірім сұрап отыр ғой, тәубесіне келген шығар деген жоқ ол жерде. Егер 25 періштенің біреусі кірсе дейді, адамдар көрсе дейді осы өмірде, оны талып қалады дейді, талып қалады немесе өліп кетеді дейді бұл өмірде. Өйткені түрінің қорқыныштылығы соншалық. Мәссаған. Кинодағыдан да страшный болып тұр ғой негізі. Иә. Хоррорлар жанында уже ойнамай қалады сияқты рөл. Я жаңа мысалы айтып отырсыз ғой, иненің ұшындай кусогын алып келгеннің өзінде мынау әлем жоқ болып кетеді деп ше. Қабылбек ұстаздың несі ғой, уағызы ғой. Ол айтқан екен ғой еще, тозақтың оты мынау өмірдегі от сияқты емес дейді екен да. Яғни ол уже қап-қара дейді ол от. До того оны прокручивать еткен, типа тағы да қыздырыңдар, от ағарған, одан кейін көгерген, одан кейін қап-қара болған екен ғой уже. Тозақтың отыны дейді адамдар мен тастар дейді. Тозақты қыздыру үшін адамдар жағады екен. Құранда сүре бар сондай. Тозақтың отыны адамдар мен тастар. Ойлаңызшы. Адамдардың денесі жанғаннан тозақ сөйтіп қыздырады. Мәссаған. Ойлаңызшы енді. Мысалы мен неге кірем? Парға кірем. Ана есіме түсіп кетсе бар ғой, мен пардан шығып кетемін. Иә. Бүкіл күнәм есіме түсіп, енді түзелем деймін ғой. Ана парға су шашқанда вообще боласың. Ертең мысалы қарашта суды даже шашқанда бүйтіп каплясыға тигенде дейсің ғой бүйтіп. Оның өзі кішкене рөл ойнамайды ғой, вообще рөл ойнамайды оның өзі. Даже тозақта дейді мысалы, ең оңай, ең жеңіл азап ол аяғыңа оттан жасалған етік кигізеді, содан миың қайнайды дейді адам. И ол адам ойлайды екен да, ең қиын азап менде деп ше. На самом деле одан да қиын азаптар түбінде жатады. Тозақтың 7 қабаты болады екен ғой негізі. Ең түбінде жататындар олар жаңағыдай зинаны көп істейтіндер, Құдайға сенбейтіндер, атеисттер жатады екен да жақта. Жоқ, негізі мұнафықтар дейді, 200-лер. 200-лер. Олар кәпірлерден де төмен болады дейді. Көріңізші, мысалы бір кісінікін естігем, мен басында уағызын естіген кезде ондай адамдар жоқ шығар деп ойлайтынмын. Ойлаңызшы, мынандай адамдар бар екен. Намаз оқиды, жұмаға барады, мұсылмандармен дос болады, бірақ іштей мұсылмандар жек көреді. Ондай адамдар бар екен. Мен сенбегем, қалай ол намаз оқып жек көреді деп.
сөйтсем действительно бар екен ондай адамдар. мхм. 200 тілінің кейпінде жүреді ғой. Мысалға бір әпкеміз бар, және соның историясын айтып берейін. Бір әпкеміз бар, енді атын айтпай қойын. Ол кісі бұрында намаз оқымаған, сосын ол кісі баласынан айырылып қалады, кішкентай баласынан. Сосын күйеуімен ажырасады, сосын өмірі бұзыла бастайды ол кісінің. Сосын жинаған ақшасының бәрін алады да, ол кісі Меккеге барады. Қой, мен өзіме келейін, өмір бір рет қана беріледі, өзімді тастамайын, жаман жолға түспейін деп. Сол кісі Меккеге барады, Меккеде білім алады, Египетте білім алады. Негізі ол кісінің айтуы бойынша, негізі имам кісілер де айта бермейді бұл әңгімені. Имам кісілерді мен сол кезде түсіндім, ол кісілердің қандай мықты екенін. Мысалы, Египетте шейхтар сабақ береді. Ойлаңызшы, ол жерде жындарды сабақ алады екен. Өйткені шейхтар оларды таниды екен. Екі жігіт болған екен. Общежитияда жатқан. Сосын 3 жігіт болған. 2 жігіт жерде отырған, ана жігіт төсекте жатқан. Сол кезде таласып қалған ғой бір-бірімен, сен есікті жап деп. Анау сен жап дейді. Сол кезде 3-ші жігіт қолын созып есікті жапқан ғой. Сол аналар қорқып қашып кеткен екен. Сол кезде ана шейх ол баланы шақырып айтқан екен: "Бол, сен біттің, адамдар сені көріп қойды, сенен шошып жатыр. Енді білдіртпей жоқ болып кет" деп айтқан ғой. Сонда жындар ана шейхтан келіп сабақ алады Египетте. Көріңізші. Сонда ол типа қолының созғаны, Есік жапқан. есік жапқан қолын созып Не? тұр. Ол білімнің арқасы ма? Жоқ, ілім ғой негізі ол. Ілімнің арқасы ма, әлде ол жын ба сондай ол? Ол жын. Негізі жын. Не, Олардың жын. көздеріне көрінген солай. Не көрінген. Мәссаған. Негізі медреседе ондай оқиғалар өте көп қой. Мысалы, имам кісілер сол үшін айтпайды бізге ше ондай нәрселер. Өйткені біздің білім деңгейіміз оны көтере алмайды. Біздің ойымыз, біздің потолок, мысалы, көзімізге елестетеміз тозақты нені ше, бірақ мына өмірде болып жатқан нәрсені біздің миымыз жетпейді оған. Енді қорқынышты историяларға оралсақ, мен бір оқиға баяндап берейін. Енді тоже сол жындарға қатысты, как раз жын туралы айтып отырмыз ғой. Яғни негізі жындардың, негізі білмеймін не үшін екенін, бірақ былай айтылған ғой: адамдардың көзінде перде бар. Ол перде жабық әлі де бізде. Ал егер ол ашылатын болса, мысалы, допустим да, мына студияда қаншама жындар жүр, мысалы, шыны керек та. Бізге қарап отыр, диванда отырғандары бар, бізге қарап күліп мысқылдап жатқандар бар, мысалы, не түсіріп жатсыңдар деген сияқты айтуы да мүмкін да. А на самом деле біз оларды көрмейміз, естімейміз. Құлағымызда да көзімізде де перде бар. Бірақ мынандай случай болған екен да. Мен соны түсінбедім. Тура жаңағы жақынымның басынан өткен оқиға. Құрбыларымен бірге олар неге шығады? Қыдыруға шығады. Жаңағыдай түстен кейін шығамыз деп пландаған екен. Сол түстен кейін шыққан, сөйтіп қаланы аралаған, Көктөбеге барған, ол Алматы қаласында Медеуге барған, көп жерлерге барған екен да. Сөйтіп бір уже қыдыратын жер қалмағаннан кейін түнгі сағат уже 12-ден кетіп қалған. Содан айтқан: "Давайте барлығымыз Сайранға барайық" деген, Сайран паркке. Но на самом деле ол кезде Сайран жаңағыдай әлі қазіргідегідей емес. Ол кезде Сайрандағы парк енді ашылып жатқан кез, енді жасалынып, енді құралып жатқан кезде Сайранды қоршап қойған, су көрінбейтін не қылдырып, жан-жағында жолы бар, полный Сайран орман, на самом деле ешқандай жарық жоқ ол жерде. Сонымен бәрі Сайранға барады. Сол енді жарық жоқ, жаңа айтып отырмын ғой, жол ғана бар. Сонымен бүйтеді. Кіретін кезде Сайранға жаңағы қасында құрбысы айтады: "Давайте кірмей-ақ қояйық. Мен мына жерді жақтырып тұрған жоқпын" дейді. Лучше басқа жерге барайықшы, жаңағы білмеймін, KFC-ға барайық, Саламброға барайық, басқа жерге, Бургер Кингқа ма, ТРЦ-ға ма барайық дейді. Сөйтсе жаңа ол жерлер жабылып қалды ғой, уже сағат 8-ден кетіп қалды, 9-дан кетіп қалды. Лучше Сайранға кірейік та, не бар, қасыңда жүрміз ғой. Жаңағыдай неден қорқасың дейді да, бәріміз талпа болып жүрміз ғой дейді да. Бір өзің жүрген жоқсың, екеуміз жүрген жоқпыз, бәріміз бірге жүрік дейді да, кіріп кетеді барлығы. Сөйтсе Сайранға кірген кезде жаңа ең түбіне барады олар. Ең түбіне барады да, прям жарық жоқ жер, орманның ішіне прям кіреді да, түбі жағына барып скамейкада отырады. Сөйтіп скамейкада отқан екен, жаңағы барлығы бір-бірімен әңгіме айтып отыр, семшік шағып, кәдімгідей атмосферно болып отыр барлығымен. Қолдарында телефонды вспышка қосып қойған, қорықпасын деп ше. Бірақ жаңағы қыз, мен кірмей-ақ қояйыншы деген қыз кіріп кеткен ғой енді. Ол қорқып отыр екен бірдеңеден. Ол түсінбейді неден қорқып отқан. Ары қарайды, бері қарайды дейді. Қорқып отыр да бірдеңеден. Сөйтіп ана қыздарға айта берген ғой: "Болдыңдар ма, шығамыз ба, болдыңдар ма" деп ше. "Қашан шығамыз? 1 сағат болды ғой, енді шығайық та" деп сөйтіп айта берген. Сонымен құрбылар ұрысып салған ғой, типа: "Не болды саған" деп ше.
отырайық та адам сияқты бір бізбен отыр, бізбен әңгімелес, неден қорқасың, біреу келіп тиісіп жатыр ма, біреу артыңнан келіп тұр ма, не көріп тұрсың, бізге айтшы деген. Мен ештеңеден қорқып тұрған жоқ, мынау деген енді бір авторитет түсіп кетпес үшін. Бірақ айтқанда мен кеткім келіп тұр мына жерден деген. Мен бірақ жалғыз шыққым келмейді. Хотя біреуің болсын, менімен бірге шығып, мен үйге қайтарып жіберіңдерші деген. Сөйтсе жоқ, сен бізбен бірге босайшы, қазір бірге қайтамыз ғой, қазір бір жарты сағаттан кейін шығамыз ғой деген. Сөйтіп отқан кезде аналар әңгімеге кіріп кеткен, жаңа қыз отыр ғой енді просто телефон шығып отса, ни о чем да, просто ешкім жоқ жер, ни о чем. Сол жағынан, короче, сол бет жақтан талпа жігіттер шыққан. Көп жігіттер, көп емес енді бір 30 шақты емес, ондай құдай сақтасын да, примерно 5-6 шақты делік. Сондайлар шыққан и бүйтіп жүрген ғой. Алдынан өткен, жаңағы қыздардың алдынан өткен. Бүйтіп өткен да бүйтіп арғы поворотпен кіріп кеткен басқа жаққа. Орманның ішіне қарай кіріп кеткен олар. Сонда айтады да жаңағы қыздың көргені бойынша мынандай болды дейді да, олар сары джемперде болған екен. Сары джемперде и түрлері анық көрінбеген екен оған. Вообще анық көрінбеген, бұлдыр, короче. Ең қорқыныштысы дейді, талпа болып кетіп баратыр. Талпа жігіттер болып. И бір-бірімен тоқтамай, бір-бірін перебивать етіп сөйлеп жатыр дейді. Вообще бір-бірін тыңдамайды. Бір-біріне сөйлеп жатыр, бір-бірін тыңдамайды бірақ. Мысалы, мен сізге бірдеңе айтып отырсам, одновременно сіз маған бірдеңе айтып отырсаңыз, бір-бірімізді түсінбейміз ғой. Тура солай аналар айқайлап бірдеңе айтып отыр, но не қазақша тіл емес анау, не индияның тілі емес. Мысалы, біздің Алматыда білесіз ғой, индустар көп болады. Көп жүреді прям ше. Индияның адамдары, шетелдің адамдары кейде көріп қаласың жаңағындай. Афроамериканецтер көп жүреді. Аналар дейді, вообще басқа тіл, не испанецтер емес дейді, не Франциядан келген адамдардың тілі емес дейді, не шетелдің тілі емес, не Индияның адамның тілі емес. Мүлдем басқа, арабшаға да ұқсамайды дейді. Андай болады ғой, мен қалай айтсам болады, мысалы, енді шыны керек, жын арқылы емдейтін адамдар болады ғой. Солар бірдеңе оқиды ғой андай. Жынның кітабын оқи ма бірдеңе. Бисмилля, Құдай сақтасын. Сондай бірдеңе дейді да анау. И бір-бірін перебивать етіп жатыр дейді. Сосын кетіп баратқан кезде, кіріп баратқанда дейді, менің ең байқағаным дейді, төмен қарап аяқтарына қараған кезде аяқтары жоқ дейді, короче. Просто тізеден төмен аяғы жоқ. Ұшып баратыр, короче. Қалқып баратыр да? Иә, қалқып баратқанда қалай? Негізі аяқтары бүйтіп жүріп баратыр да, но қалқып баратыр. Бір-бірін перебивать ете береді, бір-бірін бүйтіп құшақтап алған, короче, қыз деп бір-бірін прикол ұстап, деп бірдеңе деп сөйлеп баратыр. Но түсінбейді, короче, ешкім не деп жатқан. Қыздар, мысалы, еще тағы бірдеңе айтатын болсам, оның айтуы бойынша бүйтеді да, кетіп баратыр дейді, и ойландыршы дейді да, біз қыздар болып отырмыз сол жерде. Олар жігіттер дейді да, неужели олар бізге бүйтіп қарамады дейді да, хотя не істеп отырсыңдар деп кемесе де, хотя бізге внимание аударған жоқ олар дейді. Біз оларды көрген жоқ сияқтымыз, как будто дейді да, олар бізді көрген жоқ сияқты дейді да. Сондағысы мен ғана көріп тұрмын, қыздар вообще байқаған жоқ дейді. Мысалы, қыздарда мыналар кімдер деп жаңа айқайлап сөйлеп баратқан адамдар болатын болса, не болды сендерге деп қарайды ғой, мысалы. Не болды сонша айқайлап сөйлеп топырлап деп, мысалы, сондай реакция береді ғой. Біреуінде ондай реакция болған жоқ. Өзінің әңгімелері өзінде мен ғана көріп тұрмын ол нәрсені дейді да. Содан кеткеннен кейін сразу айтқан ғой, мен мына жерден кетем болды. Бәріміз шығамыз, жиналыңдар. Сонымен жаңа қыздар айтқан, не үшін әлі жарты сағат бар ғой, отыра тұрайық. Сосын айтқан сұрағанда айқайлап жылап жіберген ғой, қорыққаннан. Сендер ештеңе естімейсіңдер ма деген ғой. Ештеңе көрмейсіңдер ма деген. Сендерге ештеңе көрінбей ма былай? Жаңа қастарыңнан кімдердің өткен білмейсіңдер ма деген. Сізде кім өтті? Ешкім өткен жоқ қой біздің қасымыздан. Айқайлап ешкім сөйлеген жоқ қой? Жоқ, ештеңе естіген жоқпыз. Біз өзіміздің ғана әңгімемізді естіп тұрық болды. Сен ғой қорқып отқан, ары бері тыпыршып отқан деген. Сонымен енді доказательство жоқ. Жаңағыдай көрсетейін десе ештеңе жоқ. Уже айқайлап жіберген ғой. Сенбейсіңдер ма маған? Сенбейсіңдер. Шығамыз мына жақтан деген. Сонымен бәрін жұлқып, шашынан жұлқып шығарған сайранның ішінен, короче. Болды, шығамыз. Не болды сен? Бәле болдың ғой, қорқып бізге анау-мынау бір отырғызбайсың деп сөйтіп шыққан. Шыққаннан кейін уже енді бәрі қайтады ғой үйіне. Түнгі сағат 2. Бәрі тарап кеткен өзі. Біреу екеу болып қайтып кеткен, біреу бір жалғыз қайтып кеткен жалпы. Ана қыз жалғыз өзі қалып қалған сол жерде сайранның жанында. Сонымен енді машина аз жүреді, сонымен такси тоқтатып тұрғанда бір кісі келіп тоқтаған жанына. Сөйтіп айтқан жаңа қыз, осындай жер, село, осындай барасыз ба деген. Сөйтсе, қызым бір өзің ба деген, иә көріп тұрғаныңыздай бір өзім деген. Сонымен жақсы отыр онда кеттік деген. Отырған кезде айтқан ғой, қызым сен смело отыра бер,
мен сені бесплатно жеткізіп тастаймын, өзің жалғыз тұр екенсің, өзің кішкентай қыз екенсің, қаяқтан жүрсің, не істеп жүрсің бұяқта деп сұраған. Бұл жер опасный жер болады, сайранға көп кіре бермеңдер деп өзінің ақылын айтқан жаңағындай. Сонымен жаңағы қыз айтқан ғой, иә жаңағындай көке көрдік қандай опасный екенін деген да, енді қайтып жерге жоламаймын деген. Сонымен бесплатно апарып тастаған үй жағына дейін. Бірақ айтқанда бесплатно апарам, но үйіңе кірмеймін, жаңағы үйге қарай кірмеймін, өзің барасың деген жаңағындай. Бірақ абай бол, байқа деген. Қыз келіскен, плюсия қалған. Сонымен үй жағына таксист апарып тастаған, машинадан түскен, сонымен үй жаққа қарай жаяу кетіп бара жатырмын дейді да, машина жүріп жатқан жоқ біз жақтан дейді. Сол кісі ғана келіп әкеп тастады мені дейді. Сондағы үйге кетіп бара жатырмын, свет жанып тұрған жоқ көшеде, біз жақ қараңғы село болғаннан кейін дейді да. Кетіп бара жатырмын, бір уақытта дейді, андай бір подъемнан түсіп бара жатырмын дейді да, осындай қуыстан бүйтіп подъемнан түсіп, потом бүйтіп көтерілетін жерге жеттім дейді. Сол жерге түсіп бара жатқан кезде ол жерлерге үй салынбайды ғой, бүйтіп түсетін подъем емес, қандай еді? Сай, короче. Я сайға қарай түсіп бара жатқан жерде үйлер салынбайды ғой былай. Үй жоқ дейді. Тек қана екі жағы мусор, короче. Сол жерге жеткен кезде артымнан кәдімгідей жүрген, жалаң аяқ жүрген дауыс шығады дейді да. Біреу артымнан жалаң аяқ жүріп келе жатыр дейді. Чалп деп. Тоқтасам тоқтайды дейді. Жүрсем жүреді, тоқтасам тоқтайды. Сонымен қорыққан ғой, не істеймін? Мен не істеймін? Біттім осы жерде, короче. Менің артымда кім келе жатыр? И анау уже фантазияға кеткен ғой, мен аналарды көрдім, значит, олар мені көріп қойды, менің артымнан келе жатыр, қазір өлтіреді, мені сүйреп алып кетсе не істеймін деп. Қатты қорыққаннан стресс болып кеткен ғой, жылап жіберген ғой. Сонымен айтқанда уже дауыстап айтқан, кімсің сен деген ғой. Сен демейді, жүрсе чылп деп артынан жүреді біреу. Сонымен бүйтіп тұрғанда резко қараса ешкім жоқ. Сонымен басқан үйге қарай, қараңғы жер. Соткасын алған, спичкасын жаққанда басқан үйге қарай қашқан. Қашса дейді, анау артынан қолайды дейді еще он. Чылп деп қолап келе жатыр дейді. Жалаң аяқ жүгіріп келе жатыр біреу дейді артынан. Артыма бүйтіп қараймын, ешкім жоқ дейді. Артыма қарасам звук тоқтап қалады дейді. Алдыма қараймын, жүгіремін, қайттан сол звук шығады. Қолап жетіп алады кәдімгідей дейді. Неге жеткен? Үй жағына жеткен, есікті ашқан, забордың есігін кірген, артына қарамаған бірақ. Заборды ашқан, артынан былай жапқанда прямой үйге барып есікті ашып кірген, сол кезде алдынан сестрасы күтіп алған ғой. Не болды сонша деген, терілеп кеткен, тоже самый дірілдеп кеткен, қатты қорқып кеткен, ана құшақтай сап жылаған ғой сестрасын. Көмектесіңізші маған, менің артынан біреу қуып келе жатыр, жалаң аяқ біреу анау мынау деген. Енді бұл жерде мынандай нәрсе бар да, сестрасы көріпкелдісі екен. Яғни адам емдейді, адам қарайды, жаңағыдай көріпкелділігі бар жалпы айтқанда. Сонымен жаңағы кісі құшақтайды да, болды, сабыр ет, бәрі жақсы, артыңнан ешкім қуған жоқ, бәрі нормально. Не көрдің, не істедің, қайерге бардың, қайерде болдың, маған бәрін айтып бересің дегенде, шай қойған, түнгі сағат 3 екеуі отырып дастарханда сөйлескен. Сол кезде жаңағы сестрасы айтқан ғой, не көрдің деп сұрап жатыр да, сөйтсе жаңағы қыз айтып жатыр дейді да, мен сайранға бардым. И сайранға бардым деген кезде сестрасы уже ұрысқан ғой, неге барасың деп. Жоқ, сен не үшін барасың, маған түсіндірші деп ше. Содан ана уже әңгімесін бастамай жатыр да. Қазір мен айтып алайыншы деген ғой, қазір айтып алайын, потом ұрсасыз. Содан айтқан полный, жаңа айтқан не көрдің деген, осындай 4 жігіт, 5-6 жігіт жаңағындай бір-бірін құшақтап, неше түрлі тілде сөйлеген, мен оны түсінбедім. Ол испанша емес, ол шетелдің тілі емес, не арабтың тілі емес, не Индияның адамдары емес, түрлері бұлыңғыр, тізесінен төмен аяғы болған жоқ, қалқып кетіп баратты біздің жанымыздан өтіп деген ғой. Сол кезде жаңағы сестрасының ашуланған соншалықты столды бір-ақ ұрып тұрған ғой орнынан. Енді сояққа аяғың басатын болсаң, мен сенің аяғыңды сындырам деген ғой. Түнде егер баратын болсаң, екінші рет аяғың сынады деген ғой. Қатты ұрысқан, короче, қызды жылатқанға шейін ұрысқан ғой. Өзінің кімдер болған айтпады ма? Айтқан ғой. Олар сен ұрысқан кезде айтқан ғой, сен білесің ба, сен қасынан кімдер өткенін сен білесің ба деген ғой. Сен білмейсің деген ғой. Вот білмейсің ба, барма ондай жерге деген. Білсең де, білмесең де, осыдан кейін біліп жүресің, сен қасыңнан опасный жындар өткен деген. Опасный жындар до того сен көріп тұрсың, подругаларын көріп тұрған жоқ он деген. Егер сендерге келіп тиіскенде не болатын едіңдер сол жерде деген ғой. Бір-бірлерін таппай қалатын едіңдер, жынды болып кететін едіңдер деген ғой. Олар мысалы жын келіп адамды қақса, адам не істегенін білмей қалады, өзін өлтіріп тастайды, жандағы адамдарды қырып жіберуі мүмкін мысалы да. Мысалы жаңа айтқандай, бір адамға, жын кірген адамға 4 адам шамасы келмейді мысалы. Ауыр болып кететін, металл құсап тұрсыз ба, бүйтіп тырысып қалады. Тура сондай да. Ол сен қанша жерден қорғанып жатсаң да бір-ақ ұрып ұшырып жібереді да ол сен мысалы. Сондай нәрсе да, соны түсіндірген ғой. Ал келді сенің ішіңе кіріп кет, не істейсің ал деген ғой. 4 подругаңды қырдың да тастадың сол жерде мысалы. Нең қалады деген ғой. Өзің кішкентайсың деген. Значит, сол мысалы әпкесі көріп келе,
значит ана қыздың да өзінің бірдеңесі болып тұр ғой, өйткені қаннан тарайды ғой. сол ғой, сол ғана ойлаңызшы, өзі сол ғана көріп тұр. А подругалар мысалы байқаса, олар айтатын еді, бүйтіп артына қарап, не болды сонша шулап деп, если аналар реально адамдар болса. Ол ана қыздың көзіне көрініп тұр ғой. Ана подругалар ештеңе көрген жоқ. Одан ертесіне де сұраған ол қыз. Кәдімгідей звондап, кешегі үшін кешірім сұраймын, бірақ шындарыңды айтыңдаршы. Біздің қасымыздан адамдар өткен жоқ па? Шындарыңды айтыңдаршы деген. Мен ешкімді көрген жоқпын деп, каждый айтып шыққан ғой. Мен ешкімді байқамадым, мен көрмедім. Сені байқадым, қорқып отқан, болды, басқа ешкім байқаған жоқпын деген. Сондай оқиға болған. Одан кейін ол қыз уже өзіне сондай бір правила қойғанда, кешкісін түнде мен сайранға бармаймын болды. Қазір мысалы парк қол сайранды уже істеп тастаған, мысалы үлкен парк, жарықтар жанып тұрады, соның өзінде түнде кірмейді ояққа. Жарықтар жанып тұрса да, адамдар болса да кірмейді. Өзіміздің мұсылман бауырларымызға ұнайтын, енді ең сүйікті адам пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям жайлы түс көріп едім. Өйткені бұл видеоны мен өзімнің страницама салған кезде өте көп адамдар сұрақ қойды, қалай көрдіңіз деп. Негізі былай ғой бауырлар, мен кішкентай кезімнен бастап бағана айттым ғой, өзіме мысалы тылсым дүние болсын, өзіміздің мысалы Құдайымыз Алла тағала болсын, өзіме қызық болатын. Және маған пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям қызық болатын. Мен бүкіл өмірбаянды оқып шықтым сол кісінің, мектепте оқып жүрген кезде. Сол кезде осындай батыр, осындай өзінің үмбетіне жанашитын адамның түрі қандай екен деген сияқты маған қызық болды. Сол кезде мен күнде Алладан жатарда сұрайтын, мектепте оқып жүрген кезде. Я Алла, бір рет болса да көрсетші маған пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям түсімде деп. Бірақ результат ештеңе болмайтын. Мен сұрай беретін. Бір күні бір 10-шы класс оқимын ба, 11 оқимын ба, маған бүйтеді, түс көрем, түсімде былай айтады. Мен кетіп бара жатырмын, бір орманның ішінде. Соң жаныма бір кісі келеді да, кәдімгідей пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям анау музейде көрсетіп жатыр ғой. Бас киімі болған андай сәлде дей ма? Сәлдесі болған. Солмен келіп тұр да маған. Келіп тұр да айтады, еділ, мен ғой пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям дейді да. Айтады, алдағы уақытта, болашақта дейді, сен жалғыз қаласың дейді. Бірақ сен сынба дейді. Әрқашанда менің сүннетіммен жүр дейді. Сол кезде сен жеңілмейсің деп айтады маған. Сол кезде мен оянып кетем. Одан кейін 10 жылдай уақыт өтеді. 10 жылдай уақыт өтеді. Сол кезде менің анам қайтыс болады. Анам қайтыс болғаннан кейін мен күнде салауат айтып жүрем. Сол күндердің күнінде мен өзім мешітке қарама қарсы тұрамын. Қазір ол мешіт істемейді. Бұрында істеген сол мешіт. Үйден шығамын да сол мешітке қарап тұрмын. Сол кезде мешіттен не адамға ұқсамайды, не басқаға ұқсамайтын бір нәрселер шығып жатыр. Бірақ бәрі капюшон киіп алған, адам дейсің, адам деп айтамайсың. Бәрі капюшон киіп алған, былай шығып жатыр. Сосын жаныма бір кісі кіреді, аппақ киіп алған. Сол кезде ол кісі айтқан жоқ мен пайғамбармын деп. Мен өзім сезіп тұрмын да. Өйткені былай қарасам сақалы бәрі тұр, бірақ беті нұрланып тұр. Көзі ештеңесі көрінбейді. Сосын маған айтады, еділ, сен білесің ме аналардың кімдер екенін дейді. Мен айтамын, мен білмеймін деймін. Сол айтады, бұлар періштелер ғой дейді. Жүрме, сені періштелермен таныстырамын дейді. Сосын біз барамыз. Барғаннан кейін пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады, осы тұрғандар таныс болыңдар дейді. Періштелер таныс болыңдар дейді. Мынау еділ ғой дейді да. Сол кезде бәрі білмеймін неге екенін таң қалады да. Сосын бүйтіп жатыр да бастарын. Қуаныштымын деген сияқты ше. Сосын осылай көрдім түсімді. Және үшінші түсімді мен ораза кезінде көрдім. 2023 жылдың ораза кезінде. Сол кезде тарауық намаздан келем, тоқтамай бір 1000-ға жуық салауат айтам. 1000-ға жуық субханаллах, альхамдулилля, аллаху акбар дегендер бар ғой. Соның бәрін тоқтамай айта берем. Сосын қолымды жаям. Я Алла, осы дүниеден өткен, мысалы аман болсын, отбасым болсын, бәрін жәннатты қыл. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям көрсете көрші деймін ғой. Соны айтып болған соң сразу ұйықтап қалам. Ұйықтап қалсам, түс көрем. Түсімде бір аппақ бір есік тұр. Сол есікті ашады. Сосын маған бүйтеді. Мен сразу сездім пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям екенін. Сосын бүйтеді маған. Бері кел дейді. Сосын мен барам, кірем. Барсақ біз балконда тұрмыз. Ал төмен жақ бір үлкен бір зал болып тұр ғой. Біз балконда тұрмыз, ал мына жақта, шет жақта дөу қақпа тұр. Сосын пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сен білесің бе мыналардың кімдер екенін дейді. Жоқ, білмеймін деймін. Бұлар жәннатқа өздерінің очередтерін күтіп тұрған адамдар дейді. Сенің отбасың осы жерде уайымдама дейді. Сен басты онымен қатырғанша
бар да жүгір, тірлігіңді істе дегендей айтады ғой маған. Саған бұл жерге әлі ерте, шығып жүгір деген сияқты ше. Сосын мені қуып жіберді ана жерден. Сосын шығып кетемін. Сосын оянамын, қатты қуанамын. В общем, жақын деген адамдарыма айтамын, керемет, имам кісіге айтамын, ой керемет деп бәрі қуанды. Ал көбінесе сұрақ болады, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның түрі қандай деп. Ал түріне келетін болсақ, оны да көрдім. Мен негізі общий 9 рет көрдім пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламды. Ал түрін көрген сәтім мынандай болды. Мен сахабалардың арасында отыр екенмін. Бәрі аппақ киініп алған. Тура менің жанымда пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам отыр екен. Мен ол кісіден биік отыр екенмін. Десе мен өзімді кінәлап отырмын, мен қандай оңбағанмын, пайғамбардан биік отырмын мен деп. Кішкене төмен отырайыншы деймін, төмен отырсам пайғамбарымыз менен төмен отыр да. Қалай бұл деймін да, тағы төмен отырайыншы деймін, пайғамбарымыз одан сайын төмен болып отыр да. Сосын мен сол кезде ойлаймын, пайғамбарымыздың кішіпейілділігі шығар деп. Сосын бүйтіп әңгіме айтып отыр, бәрі не айтып отқанын түсінбеймін. Пайғамбарымыз былай шетке қарап отыр да, и шашы көрініп отыр. Сақал қап-қара, андай қасы қап-қара, кірпігі ұзын, мына жерінде сәл ғана мұрты бар, шашы мына жаққа шейін келеді. Тура хадисте айтылғандай, не ұзын емес, не бұйра емес. Сосын бүйтіп пайғамбарымызды қараймын, маған қараса екен деп. Сосын жалт қарайды маған. Сол кезде көзінің бәрін көрдім, көзім мөлдіреп тұр, кәдімгі үлкен көз, мұрны бәрі, түрінің бәрі идеальный ғой. Беті нұрланып тұр да, мысалы қалай айтсам болады, аспанда бұлт болады ғой, бірақ бұлттың арасынан көк аспан көрініп тұрады ғой, сондай болып тұр да. Сол нұрының арасынан көзі көрініп тұр, көзі, мұрны. Солай пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламды көрдім. Ал егер бұны қалай көреміз, не істеу керек десеңіздер, мысалы оның қиын ештеңесі жоқ. Мысалға біз бір қызды жақсы көрсек, сол қызды ойлай береміз ғой. Күндердің күнінде сол қызды түсімізде көреміз. Ал пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламды көру үшін пайғамбарымызға салауат айту керек, өмірбаянын оқу керек, және видеоларын көру керек, ана уағыздағы. И ол кісі жайлы көп ойлау керек та. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам күндердің бір күнінде Алланың қалауымен түске кіреді деп сенемін да. Ал енді мен Шелек ауылында енді Тони Тайм деп танып жатады жас балдар, үлкен кісілер. Жанымда жүрген енді Айдосқа, Мирасқа, Ақжолға, Құдайбергенге, Аңсарға және тағы да басқа адамдарға ассалаумағалейкум. Шелек ауылына Алматыдан Еркін сөйлеп подкастынан ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ал енді құрметті көрермендер, біздің подкаст осымен тәмам. Историяларымыз ұнаған шығар деп ойлаймыз. Біз более бұрынғыдағыдай емес, оқиғаларымыз, яғни чисто оқиға айтып сонымен бітіріп атқан жоқпыз. Біз басқа да темаларды қозғап жатырмыз. Енді біз подкастымызды осындай бір тематикаға өзгертеміз деп те шешіп жатырмыз. Яғни бізде не только чисто қорқынышты историялар болмайды. Болады қорқынышты историялар, бірақ басқа да оқиғалар болады. Яғни ислам дініне қатысты сондай бір. Енді осы комментарияға өздеріңіздің оқиғаларыңызды жазыңыздар. Бастарыңыздан өткен қорқынышты оқиғалар болса да, ислам дініне қатысты оқиғалар болса да, ол не обязательно қорқынышты болу деген. Бұлай да жақсы оқиғалар болса да, түстеріңізде бір жақсы түс көрсеңіздер, жаңағыдай пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды, пайғамбарымызды жаңағыдай түстеріңізде көрсеңіздер де жаза кетіңіздер, қалай болды ол түс, қандай болды, қандай келбетте келді деген сияқты тоже. Барлығына қызық ол нәрсе. Енді осы басы лайк басыңыздар. Біздің каналды қолдап кетіңіздер, бізге подписка жасап қойыңыздар каналға, біздің контенттерімізді пропускать етпес үшін. Ал осы недавно шығарылған біздің подкастымызға, яғни Олжаспен түсірілген подкастқа өте бір мықты актив беріпсіздер, оған үлкен рахмет. Біздің негізі 3 ай бойы біз 3,5 ай ма подкаст шығармай кеттік қой. Соның даже сол промежуттықтың өзінде де мен статистикасын қараймын ғой, всегда каналдың ашып. Канал прям өліп атты сол кезде. Шыны керек. Күніне 14 выпусктың ішінен 500-ақ просмотр. Ол вообще уже категорически канал өлді деген сөз негізі. Короче, общий 14 подкаст па, 15 подкаст жатыр. Соның барлығынан общий санағанда 500-ақ просмотр. Мен содан кейін уже алдағы қарай итердім канал. Мынау болмайды, біз бастадық па, до конца жеткізуіміз керек деген сияқты. Басты сіздердің қолдауларыңыз, яғни біз шыны керек, сіздердің қолдауларыңыз болмаса, біздің канал просто тұра береді. Тоқтап тұра береді негізі. Аудиториясыз біздің канал негізі просто тұра береді. Сондықтан басты нәрсе ол сіздердің қолдауларыңыз.
қолдауды аямаймыз, подписка жасаймыз, лайк басамыз, коммент жазамыз, басқа адамдарға да жібереміз, группаға переслайд, историяға саламыз, рекламировать етеміз, бәрі қабылданады. Даже нарезкалар алып тиктокқа салсаңыздар да болады, біз оған ештеңе демейміз. Главное, описаниясына еркін сөйле подкаст каналы деп немесе еркін сөйле подкаст деп жазып жіберсеңіздер болды. Басқа ештеңе демейміз. В общем, осы. Енді бүгін Еділ бауырымызға рахмет айтқым келеді. Үлкен рахмет сізге, біздің подкастқа келіп, өзіңіздің оқиғаңызбен бөлісіп жатсыз, мысалы, бөлісіп жатсыз, оқиғаңызды айтып беріп жатсыз, бөлісіп жатсыз бізбен кәдімгідей. Енді бұл да бір доверияның бір белгісі ғой, яғни бізге доверять етіп келіп жатсыз біздің подкастқа. Үлкен рахмет. Енді құрметті көрермендер, осымен осы. Подкаст осымен тамам. Барлықтарыңызға рахмет. Сау саламатты болыңыздар. Болды. Бітті. Alhamdulillah.